Ал кеттік ендеше. Бір қызық әңгіме оқиық. Мынау 21 ғасырда шамадан тыс рационализмге беріліп, біздің қиссаларды әртүрлі рационал таныммен, өзінше логикалық сұрақтармен тексергісі келетін некоторые товарищтер бар емес па, жаңағыдай 5-6 кітапты оқып алып, соны құтырып шығатын, жаңағыдай критический мышление деп. Енді соларға қарсы ғалымдар не дейді? Мүйізі қарағайдай. Олардың да мүйізін қағатын бір ғалым болу керек қой енді. Сонымен не дейді? Небольшая статуэтка слоновой кости из Ульмского музея, быть может, древнейшее известное нам свидетельство религиозной деятельности человека, дейді. Енді тек затқа сенеміз дейтін болсақ, дейді, олай болса, дейді, біздің қолымызда, дейді, Ульм музейінде тұрған бір атам заманда жасалынған бір адамзаттың қолымен жасалынған бір діни құрал бар, дейді. Статуэтка, дейді. Человека льву около 40 тысяч лет, дейді. Бұл адамның, мынандай титтай бір статуэтка, соның басы арыстан, дейді, денесі адам, дейді. На человеческом теле голова пещерного льва, фантастическое существо в 31 сантиметр, өзі 31 сантиметр екен, высотой спокойно и пристально смотрит на зрителя, дейді. И қарап, адамға арыстан бас қарап тұрады, дейді. Так, дінді, дейді, осы жерден бастайық онда, дейді. Давайте қызық болсын, дейді. Осы точкеден шығайықшы, дейді. Ақыр сен жаңағы тылсымға сүңге алмайды екенсің, тек көзбен көріп, қолмен ұстаған ғана сенеді екенсің, онда осы көзіңі шұқып тұрып көрсетейін деп жатыр, ғалым айтып жатыр. Осколки этой статуэтки, заботливо спрятаны в потайном уголке, были обнаружены в пещере Штадель на юге Германии, дейді. Бұл құйтақандай 31 сантиметрлік жаңа басы арыстан адам, бұл, дейді, үңгірдің Штадель, Германиядағы Штадель деп ататын үңгірдің ішінде бір қуыс қапап әдемілік қойып қойған оны, дейді. Бұны өзі соғыс басталарының алдында тауып алды, дейді. Что в этих краях обитали группы Homo sapiens, яғни біздің Homo sapiens деп аталатын ақылды адамдар алғаш сөйледі, оны қойған, дейді. Яғни бұл Homo sapiensin жасаған заты, одан басқа ешкім жасай алмайды. Яғни анандай басы арыстан, денесі адам мифологиялық образ жасау үшін, ол міндетті түрде Homo sapiens болу керек. Ал бопты, енді не боп сөйтсе? Охотились на мамонтов, оленей, бизонов, диких лошадей и других животных. Ну хорошо, хайуанның бәрін ұстап жатыр. Однако в пещере Штадель они, по всей видимости, не жили. Бұл гәп сонда, бұл жаңағы статуэтка табылған пещераның ішінде, үңгірдің ішінде бұлар өмір сүрмеген. Должно быть, әңгіме былай болса керек. Оно, подобно пещерам Ласка в Южной Франции, предназначалось для ритуалов общины, дейді. Бұл енді үңгір дәуде болса, бұл діни ритуалдарды, ғұрыптарды өткізетін бір үңгірдің іші. Бұл жерге келіп, ас ішіп, аяқ босатып, бос әңгіме, бос сөз, ахо-хо-хо-хо-хо, жаңағыдай ля-ля-ля-ля-ля, қыздармен танысып алып, қайғылысын деп, гитараны даңғырлатып отыратын пещера емес саған, дейді. Бұл жер діни ғұрыптарды өткізетін жер, дейді. Так, собираясь, здесь люди вспоминали и разыгрывали мифы, дейді. Бұл жерге, дейді, адамдар жиналыптағыны вспоминали, есіне түсірді, и разыгрывали мифы. Аңыздар естеріне түсіріп, соның жаңында ритуал ойнап, жасады сахна қылып. Придававшие смысл и цель их тяжелому, зачастую пугающему существованию. Не үшін жасайды? Придававшие смысл. Олардың сол ауыр қасіретті өмірлеріне мәндарды үшін, және и цель, және мақсат. Зачастую пугающему существованию, дейді. Олар өте қорқынышты, сондай енді. Свет жоқ, басқа жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, жыртқышаң, белгіләң, ол. Тело человека льва хранит на себе следы тысячи прикосновений, словно верующие ласкали и поглаживали его, рассказывая его историю, дейді. Бұны бәленбай мың адам, оны сылап, сипап, оны, дейді. Тарихты айтып отырып, оны, дейді, жаңағыдай құрметтеді ғой, дейді. Қалай адамның саусағының табы түсті, дейді, бұған. Человек показывает нам также, что в далекие времена люди уже умели представлять себе нечто несуществующее. Міне әңгіме басталды уже. Яғни бұдан человек-лев, тело человека-льва, человека-лев показывает нам также, что в далекие времена люди уже умели представить себе нечто существующее. Яғни бұл арыстан адам, дейді. Соған қарап отырып, не түйесің, дейді.
адамдар сол 40 мың жыл бұрын-ақ уже ғайыпта өмір сүретін, мына реалда жоқ, адамның қиялында ғана өмір сүретін болмыстарды уже көзіне елестете алатын, соны жасалай алатын жағдайға жетті бұл дейді. Так, тот, кто вырезал его из бивня мамонта, был человеком в самом полном смысле слова дейді. Яғни бұны дейді жағы мамонттың сүйегінен жасады ғой, тісінен ба бір нәрсесінен. Соны был человеком в самом полном смысле слов. Яғни бұны қазір біз қандай адамбыз, сіз қандай адамсыз, мына 40 мың жыл бұрын арыстан басты адамды жасаған адам сенімен менімен данныйлар бір дейді. Оған күмән болмасын дейді. Так, енді не болады? Homo sapiens, біздің ата-бабамыз, ақылды адамдар. Единственное животное, жалғыз ғана бұл тіршілік иесі, способное воображать нечто. Яғни ғайыпта өмір сүретін, реалда жоқ бір нәрсені қиялымен ұстай алатын, қиялымен қақпақылдай алатын, қиялдың күшіменен оны миына сыйғызып, оны өзінің қолы арқылы далаға төге алады. Не относящийся к настоящему или ближайшему будущему. Яғни ол реалда жақын болашақта да ол дәл қазірде ондай басы арыстан адам жоқ, конечно, бірақ оның қиялында ол болады. Және ол соны қиялымен ұстайды, сарт еткізіп, және оны қолмен жон жасап, саған мәсағанды көрсетіп беріледі. Бұл деген не деген сөз? Бұл әңгімені қайда алып бара жатыр? Бұл способны воображать нечто деді. Яғни адамдық құдіретінің, адамның адамға тән жаңағыдай не дейміз, караматының бойынан көрінетін жері воображение, яғни қиял, фантастика. Фантастика басталды ма, сен қиял ғажайып ертегі туғыза аласың ба, кішкентай кезіңде қиял ғажайыпты елтіп тыңдай аласың ба, все, болды, сен жасампаз адамсың. Өсе келе ғылымның бір түріне сен бейімдеп жіберетін болса, сен міндетті түрде бір жаңалық ашып тынасың ана жерден. Сен сондай құдіретті адам боласың. Қазіргі заманның балдарының бейшара ешкім ештеңе істей алмайды дегенде бәрін анаған алып бара жатыр бұл. Яғни воображение жоқ. Қазіргі балдарда тек қана провокачать ету, мұғалімнің бетінен алу, әдесең мәдеу, менің личный границама кірмеңіз. Қойыңшы, апай, миф айтып, что-то вы там какие-то нәрселерді рассказываете, такие вещи нереальные деп. Ну что, сенде воображение нөл, өлдің, сен 40 мың жыл бұрын ана Германияда үңгірдің ішіндегі ана қиялдың күшіменен арыстанбас адам жасаған Homo sapiens 40 мың жыл бұрынғы адамның деңгейінен де сен төмен түсіп кеттің дегенге алып келеді қазір әңгімені. Так, итак, человека-лев создан воображением, способностью, которую Жан-Поль Сартр определял как умение мыслить то, чего нет дейді. Яғни айқын санада жоқ, реалда жоқ, бірақ қиялдың күшімен ғайыптан оны ұстап алатын сондай бір таңғажайып тіршілік иесі. Бұл әңгіме біз қазір не үшін әлсіреп осындай бейшара күйге түстік деген кезде сіздер мен біздердің ұрпағымыздың азып, тозып, күніге бақа-шаян болып бара жатқан себебі сіздер мен біздердің балаларымызға қиялдауды үйрететін құндылықтың бәрін мектептен балабақшадан сыпырып лақтырып тастаған. Оларға тек қана жаңағыдай үйтуге хақың жоқ, бүйтуге хақың бар, ананың үйтуге хақы жоқ. Тумай жатып нендей балдарға тек қана провокачать етуді үйретіп жатыр. Ал қиялдауды білмейді. Мужчины и женщины той далекой эпохи уже жили в реальности дейді. 40 мың жыл бұрынғы сол үңгірдегі адамдардың дейді, сол дәуірдегі дейді. Уже жили в реальности. Вот шындықта, реалда солар өмір сүрді деп айтса болады. Айтса болады емес, солай. Не ограничивающийся тем. Олар қазіргі заманның адамдары сияқты, ойбай қиссама ол өтірік, ойбай бірдеңе ма, ойбай соған сенесің ба, оның вообще ғылыми дәлелі жоқ деп өздерін шектейтін топас емес еді дейді. Что можно увидеть, услышать и потрогать дейді. Яғни қазіргі заманның адамдары не дейді? Что можно увидеть, яғни басындағы көз нені көреді, услышать, құлағы нені тыңдайды и потрогать. Қолымен нені ұстап көреді, соған ғана сонымен шектемейді өзін дейді. Яғни бес сезім мүшесімен шектейтін надан емес еді дейді. Біз надан болып қалдық керісінше. И дальнейшая история человечества безмерно развила и углубила эту способность дейді. Содан кейін 40 мың жылдың бәрі адамдардың дәл сол қиялдағы нәрсені мифтің күшіменен ұстап алаттағына, содан кейін соны жасампаздықпен қолынан, он саусағынан өнердеген тамшылап төгіліп тұратын тұғын дейді. Сол пәленбай мың жылдар бойы адам осы қиялдау қабілетіменен сосын жасампаздық қабілетін углубил, тереңдетіп развил, арғырап дамытып әкетті. Наши величайшие достижения как в науке и технике, так и в искусстве и религии
порождены воображением дейді. Кешіріп қоярсыздар дейді. Сіздер мына қисса айтатын, сіздер танисыздар ма, танымайсыздар ма, на ютубта, сосын тиктокта да жүреді, инстаграмда да жүреді, Санжар Керімбай деген жігіт бар. Былай жеке танымаймын, бірақ былай нормальный пацан деп айтады. Сол жігіт осы бір қисса айтып отырады. Сол үнемі сонда қисса айтып отырса, соның астына барады тағыны 21-ші ғасырдың надан адамдары астына жазып кетеді. Санжар Керімбай, Кришан кетіпті ғой сенің. Санжар Керімбай, 21-ші ғасыр білесің ба? Технология, ғылым ғасыры, не қыртып отырсың сен өзіңнің ойдан шығарып алған. Маңдай бас демейді, фантаз, ұрып атыр ананың астында. Қазір чат GPT шықты, Илон Маск деген Марсқа ұшайын деп отырды. Мақтап жүрген, табынып жүрген Илон Маск кеше ана есуас Трампқа қосылып кетіп еді, ауыр ойын бір айрандай төгіліп те қалды. Мына жақта түк болмағандай Санжар Керімбай деген жігіт әлі өзінің инстаграм парақшасында оразан кезінде күніге 9:30-да ма шығып әжептәуір әңгімелер айтып жүр бала. Андасында көріп қоямын былай. Маған шай ішкені ұнайды ол жігіттің. Сосын бейбісі өте ақылды. Соны айтады. Кешіріп қоярсыздар дейді. Наши величайшие достижения как в науке и технике дейді. Бәрі осы дейді. Порождены воображением дейді. Именно сенің сол қиял ғажайыпты қиялдай алатындығымен, тылсым әлемге ойдың күшімен, қиялдың күшімен кіре алатындығымен барып сен қолыңа түскен дейді. Сен соның жемісін жеп отырсың дейді. С чисто рациональной точки зрения человека льва следует отвергнуть дейді. Егер дейді, тағы да дәл осы біздің рационал танымға жатып алған өздерінің өте ақылды санайтындар бар емес па дейді. Солардың көзқарасымен қарасақ, арыстанбас адамды бірденен дейді жоққа шығарады. Отвергнуть, яғни оны теріс деп сайсыламыз. Он более чем химара, бұл бір елес па, қиял ма, в общем, қыртынбай әңгіме жаңағыдай. Но неврологи говорят дейді. Енді неврологтар бар емес па, что на самом деле мы не имеем прямого. Так, эфир жүріп тұр ма? Жазыңдаршы. Естіліп тұр ма? Біреу звондады ма, бір бәле болды. Естіліп тұр ма? Норма? Болды. Но неврологи говорят дейді. Неврология ғылымы. Что на самом деле мы не имеем прямого доступа к миру, в котором мы живем. Енді бұлар айтады дейді. Біз мына әлемнің ішінде өмір сүріп жатырық қой дейді. Сенде дейді, прямой доступ, тікелей саған қол жетімді емес мына өмір сүріп тұрған әлемнің дейді. Нам доступны, біздің қолымыз жетеді дейді. Лишь слепки или отпечатки мира. Мына бізді қоршаған реалдағы заттар тұр ғой, болмыстар әлемі, или объектілер әлемі. Соның бізге тек отпечатки, іздері ғана бір келеді, нақты өзегінде не тұрғанын біз білмейміз, ұстай алмаймыз. Біздің санамыз оған жетпейді. Так, сложным образом преобразована наша нервная система дейді. Яғни біздегі нерв жүйесінің бәрі адамның миындағы 5 сезім мүшесімен сигнал арқылы кірген. Реалды көрді ғой, көз бір затты көрді, ол тауды көрді, тасты көрді, бұлтты көрді, ағашты көрді, орманды көрді, құлағына бір дыбыстар келді, мысалы өзен сыңғырлап жатыр, тағы уілдеп жатыр, гуілдеп жатыр. Соның бәрі адамның нерв системасына түседі тағына преобразованы. Басқа бір түрге, басқа бір күйге енеді тағына, ол мына жақтан біздің санамызға келеді, жарқ етіп басқаша көрініс береді. Яғни сен нақты нені көріп тұрғаныңды сен білмейсің. Сондықтан да баяғыда Кант осыны әлі неврология ғылымы жоқ кезде ғайыптан тайып, қалай осыны дәл тапқан бір құдай өзі ғана біледі. Сол үшін Кантты жаңағыда ұлы философ деп айтатын, әулиенің дәрежесіне дейін көтеретін себебі сол. Яғни things for us, things in itself. Яғни сырттағы әлем бізге тысын көрсететін бір түрі бар, және құдайдан басқа ешкім білмейтін, өзінің ішкі өзегінде қандай болып тұратын өзінен басқа ешкім білмейтін құпия болмыстың өзінің ішкі сыры бар. Біз оған бойлай алмаймыз.
Біз тек сыртынан қарап томпішеміз дағыны өзімізге керегін аламыз да сонымен қоямыз. Ішінде не болып, не қойып жатқанымыз білмейміз дейді. Так что все мы ученые и мистики, мейлі ученыйларың болсын, мистиктерің болсын, имеем дело лишь с собственным представлением о реальности, а не самой. Все болды. Сондықтан біздің қазіргі бас көзіне сеніп, қит етсе болды. Дәлел қайсы? Қит етсе болды. Нұх пайғамбардың кемесі жаңағы неге тоқтаған ба? Қазғұрт тауына мына жерде мындай болған ба? Сонда мындай болған ба? Укашаттан басы жер тез кеткен ба? Соны айтып жатыр. Көке дейді. Собственными представлениями о реальности, а не с ней самой дейді. Сенде тек қана реальность жайында представление ғана болады. Яғни сен өзің бір елестетесің бір нәрсені. Примерно былай ғой деп. Соны жайлап картинаны өзің сызасың. Мынандай. Ал нақты ол өзінің ішінде қандай екенін бір Құдай біледі. Сыртта не болып не қойып отқанын біз білмейміз мынаның сыртында. Бірақ адамдар өмір сүрсін деп бес сезім мүшесі белгілі бір дәрежеде белгілі бір суреттермен, белгілі бір жүйеменен сол реалды осындай картина қылып, кино көргендей қылып көріп өмірлерін сүріп шығады. Болды, бітті. Одан артқа күшің жетпейді. Мы видим мир не таким, каков он есть, а таким, как он нам представляется. Тағы да қайталап жатыр. Сен білмейсің сыртта көзің әлем тұр ма? Мына анау маған жұлдыз көрініп тұр, анау мешіттің несі мұнарасы көрініп тұр. Ол солай тұрма ол жерде, тұрған жоқ па? Құдай білсін. Мұнара дегеніміз не? Оның ішінде не болып жатыр? Кірпіштің ішінде не болып жатыр? Кірпіштің ішінде атомның ішінде не болып жатыр? Вообще білмейміз. Маған бірақ көзіме сондай сигнал келіп түскеннен кейін көзім оны мұнараға көрсетеді, болды. Барлық адам мұнараға көреді, бәрі мұнара тұр деп айта береді, болды. Так. Одни наши интерпретации точнее других дейді. Біреулердің интерпретациясы более-менее сәл жақын болу керек. Екінші бір адамға. Оқыған адамдардікі сәл көз ашық, даналыққа бір табан жақын адамдар, жахил, надан, қараңғы қарағанда мына әлемді сәл анығырақ түсіндіруге қабілетті, бірақ дәл өзегіне түсіп, ол мынандай деп айта алмайды. Так, абсолютно точно интерпретация не существует. Мына айтылды. Эта новость означает, что объективные истины, на которые мы полагаемся, иллюзорны дейді. Все, болды, осымен тындың сен дейді. Не деген сөз? Яғни, мен объективті шындықты білем, мен ғылымның күшімен бәрін ашам. Қазір ғылым деген мынандай болды. Мен дінге сенбеймін, мен тек қана ғылымға сенем дейтіндер бар емес па? Соларға айтып жатыр. Сенің ғылымыңның беріп атқан информациясы просто иллюзорный, ол да бір әшейін. Көп тәпсірлердің біреуі ғана. Просто научный интерпретация де. Бұл көп интерпретацияның бірі ғана. Все болды бітті. Абсолюттік ақиқатқа претендовать етуші болма дейді. Егер сенің ғылымның күшімен жасаған приборларымен зерттеп тапқан нәрсеңді айнымайтын ақиқат сол деп есептейтін болсақ, онда адамдардың бәрі материальный әлемге байланып, маталып, ішқұса болып, ақырында содан жандай экзистенциялық батынға жұтылып, дүние үшін бір-бірін өлтіріп, ешқандай асыл мұратқа ұмтылмай, соның ішінде ұйықтың ішінде аумен Аллаху акбар болып кетеді сосын дейді. Сондықтан тише отыр, мақұл ма дейді. Так. Иллюзорный, елес. Сенің сол физикамен, ғылыммен, биологиямен, микроскоппен, телескоппен, хабыл-мабылмен көрдім деп жүрсің ғой, ол да иллюзорный нәрсе үшін. Бір елестің бір түрі. Мир здесь перед нами, его формой, его энергия существует дейді. Әлем осында дейді. Міне біздің алдымызда тұр. Его форма, оның формалары, его энергия существует. Оның әлемнің ішінде бір қуат бар екені, бір күш бар екені, бізді толқытатыны, бізді шайқайтыны. Біз кейде тағдырмен ойнаған кезімізде біздің қара өмір сенің дегенге бағынбайды, өзің деген істеп отыра береді кейде. Сол сен шайқайтын тағдырыңды бүйтіп. Ақшасы көбейіп кеткен кезінде секір әрбірлен айтып жүрген балдар бола ма? Әкім көтерілген кезінде телефондарын алмай талтаң етіп бір-екі рет атқа талып жаман үйренгеннен кейін бір проституткалармен саунаға барып үйреніп алғаннан кейін жаңағы өңшең мәселе шешетін жігіттермен
сакский баняға түсіп жыртылып жүреді ма бір жігіттер, солардың шырайландырады бұл. Но наше восприятие мира лишь ментальная проекция. Кешіріп қоярсыздар, біз әлемнің болмыс, бытие в мире деген сол, being in the world дейді. Адамның болмысы әлемнің ішіне келіп түскен кезінде, әлем оны жан-жақтан келіп қысады. Яғни бес сезім мүшесі арқылы ақпарат ақтарылып, адамның миына лақылдап, сарқырама сияқты ағылып төгіліп, міне қазір кіріп жатыр міне. Дәл осы отырған отырыста міне көзің көріп тұр, құлағың тыңдап тұр, қолың ұстап отырсың жерде. 1000 миллион ақпарат миыңа қарай лап берді. Сен әшейін түк істемей, жай қарап отырғаныңда мұрныңа келіп жатқан иіс, құлағыңа келіп жатқан дыбыс, көзіңнен көріп отырғаның, жай бүйтіп қолын ұстағаның, табанның жерді сезуінің өзі үздіксіз ақпарат миға төгіп жатыр. Соның өзін қорытып, соның өзіне ми жұмыс істеп жатыр әне жерден дейді. Ал енді оған TikTok пен Instagramдағы 1 минуттық рилстардағы ананы сабап кетті, ананы сойып кетті, ананы үйтіп кетті, мынаны бүйтіп кетті деген. Одан бөлек жаңағындай, ойбай, анандай жаңалық ашыпты, ученые доказали бірдеңе, сосын біреу шығылармен кармаңды ашып берем, бір чакраңды ашып берем, бір білем жаңағы блокталып қалған финансы бір білеңді ашып берем дейтін жалған ақпараттар келсе не болады? Вообще тындың деген сөз. Так. Мир лежит вне наших тел, но не за пределами нашего разума. Мы есть эта маленькая вселенная. Бұны оқымаймыз. Таким образом, то, что мы воспринимаем как истину, неразрывно и неизбежно связано с миром, дейді. Біздің ақиқат деп қабылдаған кезімізде, дейді, естеріңізде болсын, дейді. Осының бәрі ақиқат деп жүрген нәрсең, мына әлемнің іші арқылы өтіп барып саған бәрі кіру керек, дейді. Яғни кеше балаң келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде одан басқа. Яғни сен өмірдің хикметін сезуің керек, бірақ өмірдің хикметі саған әлем арқылы жіберіледі да. Мұның бәрі web of meaning, мағыналық, мәндік байланыста бір-бірімен байланып тұрғанлар бәрі. Соның ішінен бұның трансцендентный мирда тұрған, ғайыпта тұрған хикметін мұны әлемнің ішінен жұлып алу үшін адамға қандай интеллект керек. Таким образом, то, что мы воспринимаем как истину, неразрывно и неизбежно связано с миром, сконструированным нами для самих себя. Едва овладев орудиями труда, первые люди принялись создавать произведения искусства, дейді. Адамдар, алғашқы адамдар, қолдарына қалай жаңағыдай еңбек құралдар түсті, бір сайманның түрлері. Сразу люди принялись создавать произведения искусства. Ең бірінші өнер туындыларын жасай бастайды әнжеден. Передающие смысл ужасу, чудесам и тайнам бытия. Бірденен әне жерде қорқынышты нәрселердің бәріне мәнді артады. Карамат, мұғжиза и тайнам бытия. И болмыстың, яғни осы бүкіл дүниенің бәрін шырайландырып тұрған, бірақ өзі көрінбей тұрған бір ұлы күштің, бір барлықтың құпияларына уже соны көрсететін нәрселер жасай бастайды. Из самого своего возникновения искусство было тесно связано с тем, что мы именуем религией. В сущности, тоже форма искусства, дейді. Біздің мына дін деп жүргеніміз бар емес па, дейді. Ол сондай бір өнердің түрі. Яғни адамды ғайыппен байлайтын, адамды тылсыммен дұрыс байлайтын ғылымның, өнердің түрі деп есептейміз, дейді. Так. Мынау дейді, ескі Ласкодағы, Франциядағы үңгірлердің ішіне барып кіріп көрсең, дейді. Ішінің бәрін неше түрлі фауна, мауна нелер сатып дейді. Оның ішінде дейді жаңағыдай, и в центре сцены массивная получеловеческая, полузвериная фигура, пройдя через узкий подземный тоннель, единственный путь в этот доисторический храм посетитель оказывается под взглядом его огромных пронзительных глаз. Жердің астындағы сондай ені кейде 40-45 ақпа, 35 ақпа сантиметр болатын үңгірдің жердің астын жолдармен жібереді сен, дейді. Соң кейін сен қап-қараңғы жермен барасындағыны, бәленбай метрден кейін үңгірдің ішіне шықсаң, дейді. Айналаңның бәріне адам түсініп болмайтын осында мифологиялық бірдеңелерді, бизон, адамдармен араласып, бейітіп, сапырылысып отқан бірдеңелер сатыстаған, дейді. Оның бәрін олар өнер тасып баратқандықтан, біреуге барып жаңағыдай бір жас жігіт бір қызға ғашық болып қалып, өнерін көрсетіп, сол жігіттің, сол қыздың жүрегін жаулау үшін ол жерге барып, ол галерея жасап отқан жоқ ол, дейді. Оны санаулы адам бір жерден жердің астымен бит бараттарын ананы барып суреттер салып,
тылсыммен байланысады, ғайыппен байланысады. Яғни мына әлемді жаратып шырайландырып отырған мәңгілік барлық міндетті болмыспен бір контактқа түсудің жолдарын іздейді енді бұлар. Так, как и человека лев, арыстанбас адам сияқты, это химерийское создание не соответствует ничему дейді. Бұл қиялдан, ғажаптан пайда болған заттардың бәрі ешнәрсеге сәйкес келмейді бұл реалдағы. Что было бы нам знакомо в эмпирической реальности. Эмпирика это жоқ ол дейді, но может быть отражает реальность более глубокую. Демек, бұл 30 мың жыл бұрынғы Франциядағы Ласкодағы үңгірдегі анау стеналарға салынған түсініксіз жан жануарлардың бәрінің мәні біз ойлағандай жай ғана бизонды көрді, соған бизонды келіп сала салған жоқ ол дейді. Реальность более глубокую отражает. Яғни оның өте түбінде жатқан бір шындықты бұл енді шағылыстыру керек. Подспудное ощущение единства зверя, человека и божества дейді. Яғни адамның ішінде подспудное ощущение. О, бейсанасында жүрегінің түкпірінде оны сезеді дейді. Единство зверя, яғни аңмен де бір екенін, человека и божества. Бәрі аңда, адамда, илахиятта, құдайлықта бәрі бір болмыс екен дейді. Адам жүрегінің түбінде. Ол мысалы қазір сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер. Уақытат уджуд дейді, болмыстың бірлігі деген. Бүкіл заттың бәрі бір ақ нәрседен тараған дегенді алады тағын Ибн Араби пытырлап тұрып дәлелдейді, әкесін танытып. Мәсаған дейді тағын ол. Элементарный нәрселер айтады ғой, барлық нәрсе тек қана бірлікке келіп тіреле береді. Қай жағынан қуаласаң да, бүкіл жердің бетінде басып кеткен клеткалардың бәрін қазір эволюциямен кері айландыршы дейді. Сол бір клеткалы неге организмге барып тіреледі дейді. Бір клетка, екі клетка болады, екеу төртеу болады, төртеу бөлінгенге 8 болады, 8 16 болады, 16 32 болады, кетті сонымен зырылдап. Элементарный мына жерде қазір біздің эфирде 388 адам тыңдап отыр, сондықтан сұрайды осы жерде 388 деген цифр бар ма дейді. Сен айтасың, бар, конечно, көзің соқырма, тұрғы төбесінде 388 деген цифр жазылып дейді. Ибн Араби айтады, жоқ, 388 деген цифр жоқ дейді. Қалай жоқ 388? 388 деген цифр 1 деген санның 388 рет қайталанған түрі ғана дейді. Сондықтан 388 деген шартты түрде ғана бар. Негізі 1 ғана бар. 0 болса, онда ештеңе шықпайды. 0-ден цифр шығара алмайсың. Цифрдан цифр шығу үшін міндетті түрде 1 керек. 1-дің артына барып 0-ді қоятын болсаң, ол 10 болады. Одан кейін, пожалуйста, 10-ның артына қайттан 1-ді қойсаң, ол 11 болады, тағы 1-ді қойсаң, 12 болады, тағы 1-ді қойсаң, 13 болады. Өстеп көй миллиардқа есептей бер, бәрі сол 1 қайталанып тұра береді, болды, бітті. Бүкіл әлем. Соны мыналарға дейді, қараш. Мың жыл бұрынғы адамдардың соны сезіп, біліп, бәрін біріктіріп, адамды аң бейнесінде басына арыстан кигізіп қойып, біреуін тұмсығына тағы бір жалға қойып сеп жүрген қарсайшы. Человек-лев знакомит нас с несколькими темами, которые нам придается затронуть в разговоре описания дейді. Енді жазу өнеріне қатысты кейбір мәселені бұл енді қозғайды. Он показывает, что с самого начала своего существования люди сознательно культивировали восприятие бытия. С самого начала своего существования дейді. Демек болды, бітті міне. Адам ол өзі қай кезде тіршілік бастады, сол кезде уже восприятие бытия, яғни болмысты, сырттағы әлемді, яғни тіршілік, осы бүкіл тіршілікке нәр беріп тұрған бір күш қуат тұр ғой, бәрінің түбінде бір ғана зат тұр ғой, жаңағы миллион деген цифрдың бірдің қайталанған сияқты, мына дүниедегі шырайландырып отқан тіршіліктің бәрінің түбінде біреу тұр, бір болмыс. Соны восприятие, яғни қабылдап алған кезде көңілімен сознательно культивировали дейді. Яғни оны культивация жасайды. Оны бір культураның бір түріне айландырып отырады. Ол мүсін болып кетіп отырады, ол сурет болып кетіп отырады, ол поэзия болып кетіп отырады, ол ән болып кетіп отырады, өзгере береді ана болмыс. Выходящий за пределы эмпирического. Енді бұны сен лабораторияға алып барып, эмпирикамен дәлелдей алмайсың дейді. И обладали инстинктивным стремлением к некому более высокому модусу существования. Қараш, сол кездегі адамдардың өзінде дейді, инстинктивным стремлением дейді. Уже іштей бір инстинктивный бір ұмтылыс бар. Не нәрсеге ұмтылады адам? К некому более высокому модусу. Өзінен ұлық, сондай бір существование, бір тіршіліктің бір түрінің өте ұлық, өте биік бір түріне. К тому, что иногда называют священным. Біз енді оны өте киелі, дін, болмаса Құдай тағы осындай нәрсе деп атаймыз. Бұл
Пожалуйста, міне, о, баяғы хомо сапиенсің алғашқы адамынан бастап мынау таратып келе жатыр міне. Қара сен ана қай жерден шықты? Сол кезде бұлар қиял ғажайыппенен бүкіл дүниедегі тіршілік атаулының бір ғана болмыстан тарайтынын іштей сезеді. Соны сезгеннен кейін соны әйтеуір ақылының күшімен жеткен жеріне шейін пайғамбар жоқ, кітап жоқ, түк жоқ қой енді ол кезде, енді былай қарағанда. Дін онымен келіспейді, конечно, ол дін адам ата түскеннен бастап пайғамбар бар, ол пайғамбарлар бала береді деп айтады. Ал ғылымдағылар енді барлық қауымға пайғамбар болады деген дәлелдей алмайды, сондықтан олар адамның өзінің ақылына күш салып кете береді. Жарайды, мақұл, солай болған күннің өзінде мынау деген енді сұмдық қой, адамның ешқандай үңгірдің ішінде отырып осы киелі әлемді сезінуі. Енді бұдан сіздер оп-оңай нәрсе шығарасыздар. 40 мың жылдан бері міне высокий модус существования дейді, инстинктивное стремление к некоему более высокому существованию, высокому модусу, енді ұлық бір сондай бір киелі әлемді бір ұмтылып жатыр, бәрі соған жете алмай жанталасып жатыр. Сол жанталас 21 ғасырда кілт тоқтайды. Сізбен біздің ғасырымызды қуыс кеуде ғасыры деп атайды мысалға. Тарс етіп тоқтатты қалды. Не үшін тоқтады? Себебі уже киелі әлемді жоқ деп дәлелдейтін, киелі әлемнің киесін қашырып жүретін, аузының дуасы кетіп қалған, тек қана әйелдер тәрбиелеумен ғана айналысатын діни уағызшылардың көбейіп кетуіне байланысты адамдар уже высокий модус существования ұмытады. Яғни тіршіліктің ең ұлық бір формасы бар екенінен көңілдері қалады. Ой, мына дінді уағыздап жүрген, мына бейшара сонда бізге бірдеңені түсіндірейін деп тұр ма? Қой, мияқтан ғалымдар шықты содан кейін. Ой, бай, біз дәлелдеп жатыр, Хабблмен көрдік, телескоппен көрдік, тасбақада жоқ, әндін жоқ, мұхит жоқ, сұхит жоқ деп шықты. И адамдар тағы да басылды, 21 ғасырдың адамдары. Ана ғылым күшейген сайын бұлар несі түсіп бара жатыр жерден. И не істейді енді? Міне, что иногда называют священным дейді. Киелі әлемнен алыстадың, соответственно, сіздің көкірегіңізде, біздің көкірегімізде үңірейген бір құдай ғана толтыра алатын, киелі әлем ғана толтыратын, киелі әлемнен келген киелі құндылықтар, трансцендентный ценностьтер ғана толтыра алатын көкірегіміздегі Абай атамыз адамзаттың хикмет кеудесі деген хикмет кеудесі даңғырлап бос қалды. О, бәле тағы да даңғырлап бос қалғанда даңғырлап бос тұра берсе мақұл ғой. Ол бәле түнде ұйықтатпайды ол сені. Сосын ұйықтай алмай мазасы қашып кетеді, тағының көңіліне бір нәрсе жетпей тұрған сияқты болып тұрады. Сосын не жетпей тұрғанын білмейді, далбасылап инстаграмға кіріп қалса, қыздар, курс аламыз. Қазір қыздар неше? Квантовый скачок деген шыққан. Вообще бүкіл проблемаларын шешеді. Негізі бұл Америкада шыққан, Американ ғалымдар ашқан, білмеймін қай ғалым ашқан, бірақ бір ғалым ашқан деп ол білмейді, ол ғалым да жоқ, басқа да жоқ, ақыл да жоқ қой. Сөйтіп давай деген кезде ана жағы высокий модустан айырылып қалған священный киелі әлемнен үзілген көкірегі қаңырап шыдай алмай жатқан біздің үйде отырып қалған қыз келіншектердің бәрі лап береді ғана көрінген курсқа, 300 мың теңгеден, 500 мың теңгеден, миллион теңгеден қыздар жол ашамыз. Карма. Қыздар не ғой сендердің бизнестерін жүрмей жатқандары? Ата-аналармен проработка жасалмаған ғой сендердің. Давайте мен 300 мың теңгеден былай божеский цена қояйын. Бізде де енді құдай деп жүрген адамдарымыз ғой. Бізде де имам бар ғой, все-таки мен ценаны қатты былай неғылмай қояйын. 300 мың теңгеге қанағат қылайық. Былай проработка жасайық. Мамаларының көрген қорлықтарын бәрін қағазға жазасыңдар да, кештім дейсіңдер да, туалетке апарып унитаз ағыз жібересіңдер да, қағаз ыбылжып ағып кеткенге дейін қарап тұрасыңдар. Уже полный қағаз ағып кеткен кезде сіздің көкірегіңіздегі мына ата-анаңызға деген обидаңыздың бәрі кетіп қалады да. И фраз, қыздар, вы даже не представляете, іштеріңіздегі мына финансовый блоктар бар, тарс. Ақша деген өзінен өзі ағылып келе береді. Ой, қоя берсейші бұл. Ғылымсыз адам хайуан, не қылсаң да ғылымға да керек жан, ақылсыз болса ғылым тыл деп осы ғой мына. Ғылым болмағаннан кейін тымды ғой шаруасы адамның. Қайқа барады, мына қашма, точно ғалым деген осындай болса, дәл ұратын болса да. Так, называемая вечная философия дейді. Көке дейді, бұл көкіректі мәңгі толтыру деген, болмыспен бірігу деген, ғайып әлеммен, тылсым әлеммен кәдімгі сауатты деңгейде байланысқа түсу деген, ол вечная философия, мәңгілік философия, сен ойнама бұнымен дейді. Принимает как аксиому, что чувственный мир пронизан иной реальностью дейді. Бұл вечная философия бойынша білесің ба дейді?
чувственный мир дейді, мына біз өмір сүріп отырған әлем дейді, пронизан иной реальностью. Бұның ішінің бәрін, жаңа Абайдың айтып отқан, адамды сүй, Алланың хикметін сез деді ғой. Енді осыны чувственный мир пронизан иной реальностью деген орнына пронизан хикметан деп ала салайық. Яғни мына әлемнің ішінің бәрін Құдай хикметке толтырып тастаған. Бірақ ол хикметті алу үшін енді адамға көкірек көзі керек. Бірақ ол көкірек көз дегенді мойындамайды енді адамдардың бәрі. Енді ол жүректегі қан айдап тұрған насос, тек бас көзі сене беретін сондай рационализмге жатып алды ғой. Непостижимый для нашего интеллекта дейді. Тіпі мәсаған дейді. Ойырғы сенің красный дипломың, жаңағы Америкадан алып келген PhD дипломың, тағы жаңағы IELTS-тан 9 алып өткенде қайсың, біреу шыңғырып жатыр едіңдер ғой, ол сол 9 балың IELTS-тан алған біреу сен ол көмектеспейді. Вообще маңайынан да жүрмейді. И именно в этой реальности получает себе объяснение дейді. Сен тек қана осыны, мына реальностьта ғана оны түсіндіре аласың. Удивляться этому не стоит дейді. Бұған таңғалатын не бар? Ведь, как мы уже видели, мы действительно окружены трансцендентным. Бұған несіне таңғалып отырсыңдар дейді ғалымдар. Қарашы, көз ашықтың. Мы действительно, шынымен де окружены трансцендентным. Бәрімізді қоршап, құшақтап өзінің алып тұрған трансцендентной реальностью, яғни ғайыптағы бір шындықтың құшағындамыз, который не можем познать объективно. И яғни оны объективно таба алмаймыз, ұстай алмаймыз. Мы в современном мире, быть может, не воспитываем в себе вкус к трансцендентному так же усердно, как наши предки дейді. Міне сенің күні кеше 90-шы жылы, 80-шы жылы өмірден арғы аталарыңды айтпай қояйын, ана суды теріс ағызып жіберетін 1920 жылдардағы 19 ғасырдың аяғындағы әулие атаңды айтпай қояйын. Мына бетіндегі 1980-85-90 жылдарға қайтыс болған атаң мен әжеңнің өзі, қалай воспитывали в себе вкус к трансцендентному так же усердно. Олар сондай ғайыппен байланысатын ішкі әлеміндегі болмыспен бірігіп тұратын ғайыптың одан не қалап тұрған, не тілеп тұрған жүрегімен сезіп тұратын әулие болмаса да әулиеге барабар киелі, сондай ақ кимешек киген, дәретсіз жер баспайтын, дәретсіз бала емізбейтін аталар, әжелердің бәрі кеткеннен кейін, вот мына, мы в современном мире не воспитываем в себе вкус к трансцендентному. Уже ғайыпқа деген тәбетімізді, талғамымызды өсіретін тәрбие. Аумин, Аллаху акбар болды. Сол үшін де біз Құдайдың құтты күні қақсаймыз отырамыз. Сиярдан бастаңдар, сиярдан бастаңдар, сиярдан бастаңдар. Қиссасул Анбияға жатып алды ғой, жатып алды ма дүниенің ішіне кіріп алып. Өлі, ятай. Так. Однако всем нам знакомы моменты, словно затрагивающие нашу сокровенную суть, на мгновение возносящие нас над обыденностью, моменты, когда мы с особой остротой, полнотой ощущаем себя людьми в танце, в музыке, поэзии, созерцании природы, в любви. Бірақ соның өзінде, біздің замандағы адамдардың өзі дейді, қанша жерден сен дүниеге байланып, маталып, уже шаруаң бітіп тұрса да, сондай өмірдің сәттері болады. Кейде биде есін кетіп билегенде, классика шығар. Музыка тыңдаған, мысалға біз күй тыңдағанда солай боламыз. Мен енді өзім сіздерге қатысы жоқ. Поэзия, сондай поэзияны ебіл-дебіл шығып, соған беріліп өлең оқитын. О, Құдайны шай тасып кетіп тұратында шына, мазам қашып кетті. Айман, шайын қош. Әңгіме қызық болып жатыр еді. Бір кесе шай кеп бір жерде менің тыңдармандарымның кенересі кеуіп отыр. Шай деп жазып отыр астына. Естілмей қалды дейді. Естілмей тұр ма не менің дауысым? Естіліп тұр ма жоқ? Жаздыңдар. Естілмей тұрса, онда болды, эфирді бітіреміз, өшіріп тастаймыз. Ал естіліп тұрса, ары қарап оқи беремін. Естілді дейді, онда оқимыз. Так. В человеческом мозгу нет специальной доли Бога, места, отвечающей за переживание священного.
Так, адамның миында дайын тұрған, мынау мұны Құдайдың мәканы деп саған көрсететін жерде жер жоқ дейді. Егер хадис бойынша келетін болсаң, онда Құдайдың мекені жүрек болып есептеледі. Себебі Алла тағала айтты дейді ғой, мен аршыға да сыймаймын, күрсіге де сыймаймын, ақ жүрек момынның жұдырықтай жүрегіне сыям деп. Олай болатын болса, егер Құдай адамның болмысымен бірігіп, адамның болмысының ішіне кіретін болса, онда ол ақ жүрекке ғана кіру керек болады. Бірақ ол ақ жүректің ішіне кіру үшін, оның ішінде бірінші шарты іштарлық, күндестік, қызғаншақтық болмау керек. Мақтаншақтық. Бірақ енді біздің заманда күндестіктен, іштарлықтан, көралмастықтан лай ада болған адамды табу деген. Так, майғайдам ғой. Однако в последние десятилетия неврологи обнаружили, дейді. Енді мына неврологтар адамның миын ақтарып төңкеретіндер, что за создание поэзии, музыки и религии отвечает правое полушарие нашего мозга. Енді ғалымдар зерттеп кетті, ақыры бәрі тапты дейді. Яғни поэзия, өлең, музыка и религия, және дін отвечает правое полушарие нашего мозга. Яғни менің миымның оң жағы осы тылсымға, ғайыпқа, хикметке жауап беретін болып шықты. Ғалымдар жетті бұған енді. Так. Оно же участвует в формировании нашего самовосприятия и отвечает за широкое восприятие мира. Не такое избирательное, как у более прагматичного левого полушария, дейді. Менің мына оң жағым, дейді, широкое восприятие мира. Әлемді тұтас ала алатын қабілеті бар бұның. Ал мына не такое избирательное, дейді. Таңдап тегер бармайды. Мына сол жақ миым сияқты прагматичный. Ал сол жақ ми деген ол өте қақпасты, өте кірпияз жаңағыдай бүйтіп, ішінен теріп, өзіне керегін бүйтіп анализ жасап, жаңағыдай шамадан тыс өзіме ғана, өзім қаяқта қолданамын, өзім мен үшін бұны не істеуге болады деген сұрақты қойып тұратын сол жағы енді. Ал мынау тұтас алады енді әлемді, бірақ бір болмысып қабылдау керек. Прежде всего, правое полушарие видит себя в неразрывной связи с внешним миром, дейді. Яғни оң жақ миым сырттағы әлеммен неразрывной связи. Яғни үзіліс жоқ, біз екеуміз бірге тұрмыз онымен. В то время как левое жестко от него отделено. Ал сол жақ миым мені әлемнен ажыратып тұрмын жерде. Левая сторона нашего мозга, менің миымның сол жағы, мына бөлігім, отвечающая за язык, тілге жауап береді бұл. Аналитическое мышление, сараптамалық ойлау жүйесі, и решение проблем, мәселе шешу, подавляет информацию, бұл ақпараттар тұншықтырып тастайды. Қандай? Которую не может понять и переварить. Яғни өзі түсінбейтін, өзі қорталмайтын, сонда қою философиялық ақпарат келіп түсетін болса, сол жақ миға сразу өтірік, миф, жалған, санжар ойлап таққан, та-та-та, жаңағыдай. Молдалар ойлап таққан, бірдеңелер ойлап таққан, пайғамбар ойлап таққан. Көтер алмай ма? Миы қорталмай ма? Сразу ойлап таққан деп шығады. Құран ба? Құранды көтер алмайды, сол жақ миы. Уахи болған, бұл Жебірейіл періште алып келген, Құранның бір әрпіне күмән келтірсең, кәпір болып діннен шығасың деген әңгімелер айтыла бастағанда, сол жақ ми дата ол қалшылдап дірілдеп кетеді, өйткені ана түсінбейді, ол қалай ол уахи болып келеді, қалай оны Жебірейіл алып келеді. Ана күші жетпейді, воображениенің күші, қиялдың күші жетпейді, өте тар ақпаратты тек қана аудиторияда мұғалімнің алдында алып үйренген, кішкентай бір кітапты оқып үйренген, ана өте тар түсініктің ішінде қалып кеткен адам ғана Жебірейіл періште уахиды алып келген кезде оның шеті жоқ, шегі жоқ, жағы күмбез сияқты барлық тараптан жердің бетін қаптап тұрды, пайғамбар көргенде шошып кетті, оны қай тарапқа қараса да Жебірейіл сөйлеп тұрды дегенде, сол жақ миы дата қызған кезде прагматиктердің оң жақ миы істемейді. Оларды енді былайша айтқанда қазақша жарты бас деп айтуға да болатын шығар. Или жарты ми, су ми ма білмеймін, короче. Точно толық адам емес. Солар тұрады тағына уже подавляет информацию. Сразу уже өтірікке шығарып жібереді.
мына шай ғайыптан тартты ғой әңгімені. Так. Так, сонымен подавляет информацию, которую не может понять и переварить. Но правое полушарие, чью роль ученых в прошлом склонны были пренебрегать, алдында ғалымдар алғаш рет миды тексерген кезінде оң жақ миды менсінбеген дейді. Обладает скорее холистическим, чем аналитическим видением. Менің оң жақ миым бұл аналитикамен айналыспайды. Бұл әлемді тұтас қармауға тырысады енді былай. Мә сендегі де көріңдер. Дәм татқыз қойын. Так. Оно видит каждую вещь в связи с целым и ощущает, что все реальность взаимосвязана. Менің оң жақ миымдегі жақсы дамытатын болсам, тиіспейтін, былай түсінейік. Оң жақ миымды қиссамен баптайтын болсам, сөйлейге, түсінікті болу үшін. Онда сол жақ, оң жақ миым видит каждую вещь в связи с целым и ощущает. Онда барлық затты тұтас и ощущает, на оң жақ миым сезет, что все в реальности взаимосвязано. Әлемде не бар нәрсе бар болса, солардың бәрі бір-бірімен біте қайнасы былай матаса байланып жатыр. Каждое новое впечатление сперва достигает правого полушария, яғни әрбір әлемді көрген кезде бірінші алатын әсерім оң жаққа кетті, где выглядит частью взаимосвязанного целого. Яғни тұтас бір болмысты әлемді бірақ нәрсе көріп тұрмын, бірақ соның бөлшектенген түрінде келіп жатыр маған. Затем правое передает его левому. Енді оң жақ тарс қабылдап алды, тұтас әлемді сол жаққа тастады, аналитика жасады, не бар не жоқ мекта. Который находит для новой информации определение дейді. Енді ол жаңа келген ақпаратқа анықтамау беру керек сол жағын. Относится к той или иной категории, оценивает и ищет ей применение. Сөйттағыны оны енді бір категорияға түсіру керек, оценивает, оны бағалау керек, мұны қандай ақпарат, не, бұны қайқа қоямыз. И ищет и применение. Так, бұл қиссаның мәні не? Бұны өмірде қайыры қолдану керек. Бұнаны кісі айтқан кезде, көңіл айтқанда қолданасын. Бұнаны адам қайғы әсіретке батқан кезінде соған рух беру үшін қолданасын. Амыраны көп оқып, кібірленіп, талтаң-талтаң етіп жүре бастап, Құдайын ұмыта бастаған кезде тәкаппарлығын сындыру үшін қолданасын деген нәрселер аналитика мияқта кетеді енді. Но левое полушарие способно создать лишь очень урезанную версию сложной реальности дейді. Мына сол жағымыздың әлсіз жері. Очень урезанную версию сложной реальности. Өте болмыс деп аталатын күрделі реальностің тек бір кішкентай қиынсын қиып алады тағына, сол тектай нәрсе деп сосық сияқты сорып отырады. Оған күшемейді өйткені. Поэтому, обработав информацию, он передает обратно правому полушарию. Сол жақ айландырып болды, оң жаққа лақтырады енді дейді. Чтобы то рассмотрел ее в контексте целого дейді. Насколько это возможно? Қолымнан келген жерге дейін енді контексте целого, тұтас болмыс, яғни уахдатл уджуд, бәрін бірақ нәрсе деп есепте енді. Қайттан қараңдана. Так. Современная сосредоточенность на эмпирических и объективных открытиях, совершаемых левым полушарием мозга, несомненно, принесла человечеству величайшее благо. Сөз жоқ. Миымыздың сол жақ бөлігінің эмпирикалық, объективті, ғылыми нәрселерді дамыту арқасында жаңалықтар ашты, ғылыми, адамзаттың өмірін жеңілдетті, медицина пайда болды, пойыз шықты, самолет шықты, ләләлі шықты, кете береді ғой. Она расширяла наши умственные, физические горизонты, значительно улучшила понимание мира, резко снизила уровень человеческих страданий, медицина айтып жатыр, көбіне аурудан өлетіндер жеңілдетті, позволила большему, чем когда-либо числу людей наслаждаться физическим и эмоциональным благополучием. Жақсы. Біз сол жақ миымызға ғылым деген нәрсені ойлап тапқан үшін, медицинаны дамытқан үшін, физиканы дамытқан үшін, бұған оң қолымызды жүрегіміздің үстіне қойып, басымызды иіп тұрып,
еще басымыз жай имейміз, басымызға анау мынау емес, Өзбек Жәнібектің уникальный тақиясын киіп тұрып, сол жақ миымыздың алдында оған тағзым етеміз. Жақсы, бұл тұрсын енді осы жерде, осы тақияға мәз болып. Однако, бірақ бір гәп бар бұл жерде. Однако, современное образование все более склонно ставить в центр внимания естественной науки. Вот, пожалуйста, міне келдіңіздер үйіңіздегі проблемаға. Современное образование, міне Қазақстандағы қазіргі современное образование, мектептегі оқу, все более склонно, күннен күнге қисайып баратыр. Ставить центр внимания, яғни тек қана назардың ортасына естественные науки, математика, физика, IT, английский, русский. Болды, осы бесеуін қойып қойды. Нерде кітаптың атын білгісі келіп өліп бара жатқан адамдар. Ең соңынан кітаптың атын айтам, түстейм, түрін көрсетем. Жыбырши бермей, сәл тиіп отырыңыздар, соңынан бәрін көрсетем. Бір кітап қолдарыңызға түсіп, бір қыр жіберетін намысыңыздар, осы аударып, түсіндіріп, тәпсірлеп берген ақ, тыңдап, жұтып, сіңіріп алсаңыздар. Так. Естественные науки и отодвигать на задний план то, что мы называем науками гуманитарными. И қалай на физика-математиканың центрге қарай ығыстырды, и на задний план, кейінгі планға то, что мы называем науками гуманитарными. Ол жаққа поэзия, әдебиетті оқымай-ақ қой. Қазақ әдебиетінің вообще керегі жоқ, болтовня бұның бәрі. Қиссауы, это же миф, адам жынды болады. Енді реальностьта жоқ ондай нәрселер. Так, біреуге күлетін шамаңыз жоқ. Өзіңізді үйіңізде күніге балаңызға қисса, ертегі, аңыз, поэзия, санамақ, тақпақ үйреткеннен гөрі, оны үйренсе үйренер, үйренбесе қоя тұрып. Бірінші математиканы үйретіп алайық, физиканы репетитор тап. Дегенге кетіп баратқан жоқ бәдіңіздер. И об этом можно только пожалеть дейді. Егер осылай болса дейді, об этом только можно пожалеть. Онда сен дейді өкініштен саусағыңды шайнап, пу деп түкіп тастағаннан басқа, сен басқа қолынан келетін түкті жоқ. Ведь это значит, бұл не деген сөз білесіңдер ма, arkadaşlar? Яғни қиссадан бас тарту деген не білесің ба сен дейді? Что мы все более и более развиваем одну половину своих умственных способностей в ущерб другой дейді. Біз күннен күнге миымыздың бір жартысын ғана, бір шетін күйрете отырып, миымыздың жартысын қирата отырып, миымыздың жартысын мешеуғыла отырып, миымыздың жартысын мүгедек халге түсіре отырып, бір жағын дамыттық дейді. Болды, уже уродтар Бишенбаев қайдан шықты, Пәленбаев қайдан шықты, Назарбаев қайдан шықты, әне бір жыртқыш чиновник қайдан шықты, пәленше деген дипломат қатын сабапты, ойбай қайдан шықты, қаяқтан шықты бәсе. Соның Бишенбаевтарының бәрі мына миының сол жақ бөлігі дамып кеткен ән жермен бейді. Оң жағын керек жоқ. Түкке гуманитарный знание зачем? Это 21 век, это век науки деп шыққан жоқ. Бәрі кеше ғана. Міне урод саған қаяқтан. Міне умственных способностей в ущерб другой дейді. Яғни тура мағынасында, в буквальном смысле сен жарты ми болып қалдың дейді. Мына жерде өздері жазып жатыр ғой, мына жарты ми жарты бастар. 2 минуттық регистрға үйреніп қойғаннан кейін осында миымыздың жарты істемейді деп. Мына болашақ уродтардың қайда дайындап, қайда оқытып шығаратындар міне жазып жатыр. Пәлен оқу орнынан да жүйе сондай ғой дейді. Жақсы болыпты. Так. Игнорировать логику, анализ и рациональное мышление, за которое отвечает левое полушарие, было безумием. Әлбетте біз егер қазір отырып алып, сол жақ миымыздың аналитикалық қабілетін жоққа шығарып, оны игнор жасап, мазақтап күле беретін болсақ, онда біз тағы да дурак болып, ақмақтың ақмақ, топастың топасы тағы да біз боламыз. Однако психологи и неврологи утверждают, бірақ міне нағыз психологтар мен неврологтар, ми зерттейтін ғалымдар бүйде уже мәлімдеме жасады. Чтобы безопасно и творчески функционировать в мире, нам необходимо гармонично соединять активность левого полушария с активностью правого.
Міне қисса үйірмесі қай жерде ашылады, не үшін ашылады, не үшін ашты деп ойбайлаймыз. Айтып жатыр, что безопасно, қауіпсіз, міне қауіпсіз и творчески функционировать в мире. Мына әлемнің ішінде сен сондай жасампаздықпен, шығармашылықпен егер айналысқың келсе, нам необходимо гармонично, өте сондай әдемі үйлесімде гармонияға түсіріп, соединять активность сол жақ миымызбен оң жақ миымыздың белсенділігін екеуін тең дәрежеде қолдануға тиіссіңдер дейді. В общем, жарты бастар мен жарты милардың бәрін талқандап жатыр ғой ғалымдар. Левое полушарие по природе склонно к состязательности. Адамның сол жақ миы, мына жаңағы білгіш миымыз біздің аналитика жасасына. Білесіңдер ме, қазір осыны сол жақ миын дамытып алған біздің жап-жас қақпастар сәл бірдеңе айта бастасаң болады. Ой, критическое мышление іске қосып едім, уже менде андай отталкивание басталды да. Топасыңдар да, қыздар, вообще критическое мышление жоқ қой сенде, вообще. Болыпты, білдік енді. Сәл мынандай логикаң дамыған екен, сәл мынандай критический мышлениең бар екен, енді қатты кете бермеші. Мына оң жақпен балансқа келтірші енді. Мынау әлемді тұтас көріп тұрған оң жақ миыңның хикметтерін шығарып берші. Я шаяқ біл, өлдік. Так, излишней самоуверенности. Вот, ну, пожалуйста, айтып аузын жиған жоқпыз. Не отходи от кассы, уже арсы шықты. Излишней самоуверенности дейді. Шамадан тыс артық саған дейді. Тәкаппарлық өзіңе деген сенімділік алып келеді дейді. Құдаймен ойнама, шапаныңды шұрықтесіп құлады деген. Ана критический мышлениесін датаво дамытып жіберген аналар. Ақырында Құдаймен ойнай бастайды ғой. Өлә, сорлақ бағыр, сорлақ. Өлетін бала мола қарай жүгіреді деген сол әні. Поскольку работа правого полушария в основном проходит мимо него. Он сол жақтың бұл аналитикасына араласпайды, мимо өтіп кетеді. Но правое полушарие обладает более глубоким и полным взглядом на реальность. Ал оң жағым дейді, оның қасиеті қандай? Терең, глубокий и полным взглядом толық алады реальності. Яғни болмысы тіршіліктің басын аяғы тұтас көріп тұр бұл. Мысалға, қарапайым нәрсе. Понять в полной мере. Мен тіршілік туралы не деген кезде, менің оң жақ миым әлми сақты да, осы дүниедегі тіршілігімді де, өлгеннен кейін сұрақ жауап болатында, менің оң жақ миым қатар ала береді. Яғни, аласту би раббикум, жаңағы, уайда хада раббука мин бани адама мин хурихим зуриятахум, адам атаның белінен бүкіл ұрпағын бәрін суырып алып тағын шашып жіберді тағыны, жаңағы, өздері куә қылды. Аласту би раббикум, сендер жаратып тәрбиелеуші раббылар мен емес пе? Қалу бала шахидна, я, біз саған иман келтіреміз, біз саған куә келеміз деп шуладық. Содан бастап әлмисақтан қазақ мұсылман деген әңгіме шықты дегенде, мен мына оң жақ миым қиналмай алып тұра береді. Оң жақ миға түкті бұның салмақ салмайды бұл. Спокойно, я дұрыс әлмисақта солай уәде берілді ғой деп тұра береді иманның күшіменен. Өлесің, өлгеннен кейін сұрақ жауап болады, саған өмір берілді, жігер берілді, жақсы семьяда тудың, жақсы қатын бердім, жақсы балашаға бердім, денсаулық бердім, білім бердім. Осы мен берген нығметтерімді қандай мақсатта жұмсадың? Өмір деп аталатын ең қымбат активті қайға құрттың? Көрсет. Деген сұрақ жауап болады ақиретте. Және жауап бересің бұған. Дегенде оң жақ ми түк қиналмай алады. Енді осы жартыластар, жарты милар, миының жартысы ағып кеткендер, мына оң жағы тотақ болғандар, сол жағын ғана іске қосқан кезінде, сол жақ ми әлмисақ ақирет дегенді ала алмайды. Тұтас көре алмайды реальності. Ол ортаға қарай, тек настоящее время, дәл бүгінгі ішіп жейтініне қарай кетеді енді ол. Так, но правое полушарие обладает более глубоким и полным взглядом на реальность, который, как мы уже видели, мы никогда не сможем понять в полной мере. Ему ближе, чем левым, все материальное и телесное. Уже мы никогда не сможем понять в полной мере. Бәрі сен ақиқатты жүзде-жүз көрмейсің. Оған материальныйың да, телесныйың да бәрі ближе, бәрі көрініп тұра берді анаған. Оң жақ бәрі тұтас алып тұр, жақын алып тұр. Левый полушарие необходимо для выживания. Дұрыс, сол жақ миымыз тіршілікте тірі қалу үшін
үсіп өлмес үшін, суыққа, ыстыққа қаталап өлмес үшін қажет. Қаяқтан су табу керек, қаяқтан жылы жер іздеу керек, оны қатырады бұл енді. Оно дает возможность исследовать то, что нас окружает, яғни айналадағы заттарды, табиғатты зерттеу, и им управлять, и оларды басқаруды. Однако оно способно работать лишь с абстрактной выжимкой из той сложной информации, что передает ему правое. Бірақ оң жақ мидың сығып аяққа тастаған выжимкаларын ғана қатырады. А өзі тұтас мына нені ала алмайды, ақпараттың бәрін оң жақтан алып жатыр. А оң жақ тұтас әлемнен алып жатыр енді оны. Правое полушарие менее сосредоточено на себе и поэтому мыслить реалистичнее левого. Оң жақ миымыз менее сосредоточен на себе. Өзіне акцентті көп қоймайды. Енді эгоизм деген содан шығады. Яғни уже әлем тұтас көріп сыртты бақылаған кезде мен деген аурудан құтылады дағына, сол жақ миға салмақ салған кезде мен ең бірінші қазақтың шекарасын сызған, мен ең бірінші қазаққа теңге сыйлаған, мен қазақта бұрын мемлекеттік болмаған, ең бірінші мен осыны жасаған, қазақтарда ешқашан дені дұрыс Астана болмаған, ең бірінші мен осы Астана деген қаланы соққан, менің атымда көше болу керек, менің атымда аэропорт сол жақ ми, оң жақ ми ағып шіріп, сол Құдай біледі бар ғой, сол өлгеннен кейін вскрытие жасап, сол ақмақтың черетін ашып көрсең бар ғой, Құдай біледі деп айтемін, оң жақ несінде әшейін тауықтың миындай бір нәрсе жатқанша, тауық ми емес, вообще құмалағындай. Тымды ғой шаруасы. Так, право полушарие мыслить реалистичнее левого. Ақиқатқа бір таба мынау жақын енді. У него более широкий взгляд на мир, оно способно держать в голове одновременно несколько разных представлений о реальности. В отличие от левого, не делает безоговорочных выводов на основе абстрактных суждений. Так, оң жағымда широкий взгляд на мир, әлемге кең тастаймын көзқарасты. Оно способно держать в голове одновременно несколько разных представлений о реальности. Яғни оң жақ менің миым реальностың бірнеше түрін ұстап тұра береді. Кеше осында отырған бір некоторый товарищ, тоже некоторый товарищ емес ол даже, бір некоторый жартыбас, право полушариясы ағып кеткен бір қазақ, осы жерде отырып сұрақ қойып жатыр. Енді өзінше бір жағы мақтаншақ біреу енді. Ол да сол Америка ма, Америка ма барып жаңа 2 жыл магистратура оқып келіп, сосын жаңа критический мышление үйреніп келген ғой жаңа. Сол бір күшеніп осы жерде сұрақ қояды ғой енді. Қисса айтып отырсақ. Сәке! Мынау енді ғылым дәлелдеп отыр, дарвинизм, адам маймылдан шықты деп. Сіз айтасыз, адам ата Хауанадан шықты деп. Қайсына сенеміз өзі? О, сормаңдай. Өзін танымаған бейшара, өзінің қандай құдіретке ие екенін, өзінің бойында қандай қасиеттер бар екенін білмейтін сормаңдай қуыс кеуде соған айтып жатыр, сенің мына правый полушарие, оң жақ миың дейді, жартыбас дейді. Мына реальность жайлы, өмір жайлы бірнеше вариантты қатар ұстап тұра береді дейді. Ол ғылым бойынша, дарвинизм бойынша мынандай эволюциямен дамыды десең, онда қабылдай алады, ондай да күші бар. Жоқ, адам ата Хауана жерге түсті де, екеуінен бала-шаға көбейіп кетіп, жердің көті көбейіп кетті, осылай болды, олар жақта бидай жеп қойды, жерге түсті, онда қабылдай береді. Көрдің, бірнеше форматта жұмыс істей береді. Себебі Алла тағала адамды осындай құдіретті, яғни көп форматты қабылдап, бәрін сығып, ішінен бір ақиқатты суырып алатын сондай күшті адамға специально дарытып қойған. Егер Құдай сөйтіп бірнеше көзқарас реальностьті әртүрлі перспективадан көре алатын қасиет бермейтін болса, онда адамның тіршілігі бітті, тынды деген сөз. Яғни не деген сөз? Разнообразие, алуандық болмайды. Онда әркім сол бір ғана ақиқат ұстап алады, екіншілерін текпілеп өлтіреді. Шынымен де сондай тар миының жартысы ағып кеткен адамдар билікке келіп қалған кезінде геноцид басталады. Так. В отличие от левого, не делает безоговорочных выводов на основе, көрдің ба? Не делает безоговорочных выводов на основе абстрактных суждений. Сол жақ ми сияқты ақмақтанып жаңа, Құдайға! Пайғамбар өтірік! Қисса жалған, дәлел жоқ! Деп айқайламайды дейді ол оң жақ. Тоқта, әкел бер, көрейік. Не хикметі бар? Не ғибраты бар? Не берейін деп тұр бұл бізге? Әкелсе көрейік та, тексерейік та, деп ми тұра береді. Право пол... Маған жай сөйледі. Қатты сөйледің ба немен?
Ең жай сөйлегенім ғой мен. Қазір тоқта тұр мен. Жазыңдар онда. Жай сөйлеп қорқып кеттік десеңдер, жай сөйлеймін. Ана бөлмеде отырған бибімнің үрейі ішіп кетті. Біреу өлді ма деп ойлап қалған. Миыңның жартысы ағып кетсе өлмегенде нең қалды? Өзің білесің, сен өзің жарты бассың, спокойно отырасың да. Санду, сен жүрегің жұмсақ, нәзік қызсың ғой. Сен неғыш эфирді өшірді, бар, ұйықташы үйіңе. Саған болмайды. Мерде не? Мынау айғайдан қорықпайтын тек Батыс Қазақстанның қыздары қалсыншы. Ақтөбе, Арал, Қармақшы, Маңғыстау, Орал, Атырау ғана қалыңдар. Қалғандарын ұйықтаңдар болды. Міне, адайдың қыздары өзіміз арқаланып отырмыз дейді. Айналайнай. Міне. Беріштен батырлық қалған, адайдан тасырлық қалған, шеркештен даналық қалған деген. Айналайнай, міне. Торғай дегенші дейді. Болды, онда Амангелді батырдың нелері. Бұл кісі де бибісінен қорқады екен ғой дейді. Мен бибімнен қорқпаймын, просто сыйлайын. Так, яғни правополушарие, оң жақ миымыз, настроенное на восприятие другого дейді. Бұл жердегі другого деген бас әріппен жазылған. Түсініп отырсыздар ғой? Другого деген бас әріппен жазылған. Демек, құдайды другой деп айтады, the otherness деп айтады. Правополушарие настроено на восприятие другого. Яғни адамның оң жақ миы құдаймен істесуге қабілетті. Внимательно и чутко к отношениям дейді. Өте внимательный оң жақ ми құдаймен отношениям и чутко к отношениям. Құдаймен қарым-қатынасқа түскен кезде өте сондай чуткий, сезімтал. В нем обитают сочувствие, сострадание и наше чувство справедливости. Вот, пожалуйста, мына. В нем обитают сочувствие, сострадание. Оң жақ миыңызда сіздің сочувствие, кісі баласына жанашу, сострадание, біреумен қосыла қайғыру. И наше чувство справедливости. Біздің әділдікке деген жаңағыдай неміз сұранысымыз ба, қалай талапшылдығымыз ба, соның бәрі сол жақтан шығады. Яғни правополушарие. Біз не үшін ой байлап жатырмыз? Күніге қақсап жатырмыз. Қисса үйірмесін ашып тұрсаңдар, балдарын үйретіп тұрсаңдар ананың бәрін, тиктоктан шығыңдар, айт, бүйт деп. Соның бәрін біз құр осыға әншейін қиссаны өзіміз тақсырдан үйреніп алғаннан кейін болды. Енді жаңағы байғұс түйенің таныған жапырақ, байғұс соқыр көз көргеннен жазбай, сол тақсырдан үйреніп алған 5-6 қиссасы мен 2 зікірін, 5-6 кәлима шәрифін сол қайталап отыра беретін мақау надан деп жүрсің бе бізді? Көке, кешіріп қоярсыз. Біз осы әңгімені айту үшін қалыңдығы кірпіштей мынандай кітаптарды оқимыз. Оқығаннан кейін айтамыз сосын. Ол мынандай әңгіме деп. Сондықтан да сіздер қазір шулаватсыздар ғой, ойбай, ана семейде бір баланы ұрыпты, ана ерде бәленшені не қылыпты, ана талды қорғанда бір мектепте не дейді, бір балдар издеваться етіп жатыр екен, Өскеменде бір қыздардың төбелесі болыпты, бір бәлеші бәле, ойбай, әділдік қайда, директор қайда? Пайда жоқ сен директорыңа айттың не, оны орнынан алдың не, оны басқа директор кел, вообще әсер етпейді. Не үшін? Себебі мектептегі сочувствиеге, состраданиеге және справедливостьқа, мына 3 қасиетке жауап беретін правополушарияны мектепте өтіріп тастаған. Яғни тек қана физика мен математикаға әке-шешесі өзі қойып тастаған репетитор. Сондықтан ол жерден жыртқыштар, хищниктер шығады енді. Так, способное встать на точку зрения другого, оно сдерживает наш природный эгоизм дейді. Көрдің бе міне, оң жақ полушария встать на точку зрения другого. Екінші бір адамның хәліне түсіп, екінші бір адамның хәліне кіріп, реалды сол жерден бақылаяды. Оно сдерживает наш природный эгоизм. Адамның ішіндегі өзімшілдігін мына оң жақ ми сдерживает, ұстап тұрады. Сондықтан да сіздер қазір балдарды эгоист, сондай, бұндай, ешкімді аямайды, туалетке кіріп алып, әлсіздерін тиіп плит сабайды деп, ол жалғаса береді, ол асқына береді. Ол таси берді әлі. Бұдан да сұмдық болады. Не үшін?
Мектептің программасын алып қарасаңыз, адамды болмыспен, ғайыппен байлайтын бір материал қалған жоқ. Две половины нашего мозга, как правило, работает в тандеме, дейді. Сонымен біздің оң жақ, сол жақ миымыз тандем, кезектес жұмыс істеп жатыр. Их функции тесно переплетены, екеуі біте қайнасып кеткен функциялары. Однако случается в истории периоды, когда люди склонны развивать одно полушарие более чем другое. Адамзаттың тарихында ондай кездер болған. Бір жағына салмақ салып жүреді. Например, вплоть до недавнего времени исследователи мозга именовали правое полушарие меньшим, дейді. Яғни, алғаш ғылымды ашқан кезінде, алғаш миға үңіліп бастаған кезінде, мына адамның оң жақ миын мешеу деп таныған, меншім, яғни, бишара деп. В этом выражалось наше современное предпочтение рационального аналитического мышления. Сөйтіп, мынау өмірдің бүкіл құпиясын өмір сүрудің красиво, Чимкенттің балалары айтпақшы, красиво өмір сүру керек, сәке, красиво өмір сүру керек дегендей, сол красиво өмір сүруді үйрететін рационализм, аналитикалық мышленияның бәрін сол жаққа беріп тастады, дейді. Однако всем протяжении истории художники, поэты и мистики бережно хранили и возделывали прозрение правого полушария. Бірақ Құдайға шүкір, әйтеуір адамзатты құтқарып қалған. Бұл мерде отырған міне Сандуғаш сияқты художник қыздар, балдар, поэт, және мерде міне Бағлан Бәбіжан деген музыка зерттеуші, әнші Меркінің қызы отыр. Сол сияқты өнерпаздар, оң жақ миына ауырлық беретіндер, және мистиктер, Қожа Ахмет Яссауи сияқты, Шәкәрім сияқты тылсымға бойлайтындар бережно хранили и возделывали прозрение правого полушария. Құдай сақтап, әйтеуір оң жақ миды өлтірмей, аман, есен, бұның функцияларын бәрін бізге әкеп тапсырды. Сондықтан жердегі отырған өнер адамдарына бір қол шапалақтап рахмет айтып қойсаңыздар болады. Өлең шығаратын қыздар, жаңағы арқаның ән айтатын, дәстүрлі ән айтатындар, күйшілер, термешілер, жыршылар егер осы жерде отырған болсаңыздар, қол бұлғап қоямыз, сіздерге рахмет айтамыз. Және кімдер бар тағы да художниктер, поэттер, мистиктер, егер зікіршілер болса араларыңызда, сіздер де қол бұлғап қойыңыздар. Бізде зікірге отырған кезде сол жақ миымызға салмақ салмаймыз. Салмақтың бәрі біз зікірде оң жаққа түседі. Яғни болмыспен бірлікке қарай ұмтылады. Өрде сұрақ қойылмайды. Бүгін ренжімеңіздер, физика, математика оқитын жаңағыдай критический мышлениесі шамадан тыс қатты дамып кеткендер көп алғыс айтылмайды. Өнер адамдарына біз енді рахмет айтамыз. Бағлан рахмет, Сандуғаш рахмет, тағы басқа жерде художник, ақын нелеріңіз болса, өздеріңіз жазып қоярсыздар. Сіздердің арқаларыңызда қоғам толық хищник болып кетпей, жыртқыш хайуан болып кетпей, әйтеуір адамдарға жан ашитын, әділдікті талап ететін, біреумен қайғысына қайғыра алатын адами қасиеттерді сіздер өлтіріп алмай, Қазақстан қоғамында ұстап тұрсыздар. Ал егер сендер болмасаңдар, ана төбемізде отырған жартыбастар, ана министрлікте отырғандар, біздің бәрімізді бишенбай қылып жіберетін еді. Так. Задолго до того, как специализации двух половин нашего мозга были вполне исследования, американский философ Уильям Джеймс писал, что наше последнее рациональное сознание, повседневное рациональное сознание, рациональный танымдарың бар емес пе дейді, лишь один из видов мышления дейді. Сендердің ол бір табынатындай зат емес дейді, сонша бір бүкіл құдіреттің бәрін, соған карт-бланштың бәрін беріп қоятындай. Бұл құдіретті таным емес қой дейді, ол көп нәрсенің, көп танымның біреу ретінде ғана қарайық дейді. Лишь один из видов мышления. Все болды. Бұдан былай критический мышлениеңді айтып, енді жарбаңдап жетік емес, қисса айтып отқан кезде мақұл ма? Бір аңыз, ертегі, қисса, сондай бір миғраж туралы айтып отқан кезде деп отырмаш, нервке тиіп. Существуют и другие модусы восприятия. Адамның шындықта реалды қабылдауы, адам болмысын қабылдаудың другие модусы, оның әртүрлі модустар бар. Отделенные от него тончайшей завесой модусы, в которых закон, управляющий нашим поведением и мышлением во время теряет свою силу. Джеймс был убежден, что вполне познать себя там нам требуется пиковое переживание, возникающее тогда, когда обычное сознание отключается. Сондықтан берді жаңағы Уильям Джеймс деген ол разнообразие религиозных переживаний деген кітаптың авторы ол. Так, сол кітаптың авторы айтады, нам требуется пиковое переживание. Бізге сондай
жаңағыдай жаныңды қинап, жаныңды шығарып жіберетін сондай сезімдерді бастан кешу керек. Возникающие тогда, когда обычное сознание отключается. Яғни сен шырқау шегіне барған кезде сенің күнделікті мына ішіп жемге үйреніп алған сознаниең тарс етіп өшіп қалу керек тағыны ғайыппен байланысқа түсіп кететін, ішіңдегі бір құдіретті сана сезім оянып кету керек. Бұны енді бізде так, нам известно, что с самих ранних времен некоторые одаренные индивидуумы культивировали то, что мы сегодня назвали правополушарным сознанием и воспринимали несказанное единством всего сущего в его целостности. Бұл не деген сөз? Яғни одаренные индивидуумы культивировали деген сөз әулиелерді айтып отыр. Қожа Ахмет Яссауиді айтып отыр. Әулие әнбелер. Яғни жаңағыдай сознание отключается деді ғой, ана жерде пиковое переживание. Бұлар жердің астына қилөтке түсіп кетеді. Сондықтан сіздер ана Түркістанға барған кезде, болмаса жаңа Маңғыстаудағы Шопан атаның жер асты мешітіне барған кезде жердің астынан қазып тұрған қилөттерді көріп, ойбай, ужас, мынау не деген сұмдық, адамдар қалай отырады, мынау деген право человеканы шектеу ғой, адамды осылай 40 күн жердің астында қараңғыда свет жоқ, су жоқ, отыр ғой ма, есі дұрыс адам 40 күн қатынның бала шағасының қасында болмай ма деген сияқты рациональный сенің ойлауың кірмейді дейді. Мына оң жақ мидың ішіндегі құдіреттің бәрін осылар сегодня назвали правополушарным сознанием, яғни оң жақ мидың сана сезімі. Осы несказанное единство всего сущего в его целостности, яғни бүкіл болмыс атаулының бәрі тұтасып бірігіп тұрған бірақ нәрсе екенін осылар алып келді дейді. Некоторые из этих пророков, поэтов и провидцев выражали свои прозрения в описании. Құдай сақтап, әйтеуір осы пайғамбарлар болсын, осы ақындар болсын, Қожа Ахмет Яссауи ақын деп айта беретін себебі сол ғой, Диван Хикметті өлең түрінде жазған. Провидцев, көріпкелдер, мысалы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жаңағыдай бір жылдан кейін ашаршылық болады, мен көмуге шамаларым келмейді, көрінді қазыпсаңдар деген сияқты мысалға. Свои прозрения в описании, другие следовали писанию и им вдохновлялись. Енді біреулер әулиелерден қалған жаңағыдай шиырларды оқып, нелерді оқып, содан шабыт алды. Эти люди не были не невеждами, не безумцами, оларды ақмақ жаңағыдай қараңғы деп айта алмайсың сен дейді. Они использовали свою природную способность и приходили к важнейшим прозрениям, ключевым, как мы увидим далее, для самого существования человечества дейді. Как раз таки олар дейді, міне природный способность, өзінің Құдайдың берген талантын пайдаланып, ең адамның жаңағыдай существование, адамның тіршілігінің, адамның өмірінің мәнінің ең кілтін ғайыппен тілдесетін, адамның көкірек көзін ашатын ілімнің бәрін солар тастады дейді. Именно правое полушарие мозга сподвигло неизвестного скульптора создать человека льва. Именно сондай адамдар ана баяғы арыстан бас солар жасап кетті. Увидев глубинное единство всех вещей. Қарай, 40 мың жыл бұрын глубинное единство барлық заттың әлемдегі бүкіл болмыс атаулының бір нәрсе екенін қалай анау соң 40 мың жыл бұрын көріп отырып. Он сумел воспринять и таинственную связь. Бүкіл осы болмыстың арасындағы байланыстырып тұрған құпия мәндік байланысты, каким-то образом сопрягающую свирепого пещерного льва с крупным уязвимым Homo sapiens. На всем протяжении человеческой истории члены охотничьих племен не воспринимали биологические виды как нечто жесткое и застывшее дейді. Баяғы 40 мың жыл бұрынғы охотниктердің бәрін сен айта алмайсың дейді. Олар мына биологиялық вид аңның түрлерінің бәрін әшейін бір қатып қалған нәрсе деп бір зат сияқты қараған жоқ дейді да. Их представление человек мог превратиться из животное, и животное принять человеческий облик. Олардың 40 мың жыл бұрынғы үңгірдегі адамдарға, Homo sapiensтерге салсаң, адам айуанға, айуан адамға айналып кете береді, олар үшін нормальный нәрсе дейді. Сіздер егер 1000 сұрақ деген кітапты оқитын болсаңыздар, соның ішінде аю неден бәділ болды, тасбақан неден бәділ болды, анау неден бәділ болды, үкі неден бәділ болды деген мынадан бір бөлім бар. Яғни бір жағымсыз, Құдайға жақпайтын бір оңбаған қылық істеген кезде адамның бір айуанның бір түріне айналып кетуі жайында көп аңыздар айтады. Соның бәрі мына 40 мың жылдан бері келе жатқан нәрсе. Яғни в их представлении человек мог превратиться в животное, адам хайуанға айналып кетеді, животное принять человеческий облик, ал айуан адамның бейнесіне өтіп кете береді. Сондықтан сіздер жаңағы аңыздарды тыңдаған кезде спокойно отыра берулеріңіз керек негізінде. Яғни Суыр деген бір байдың қызы болыпты, бір баймен кедей бір жерге таласыпты, кедейдің жерін бай тартып алыпты.
бұл менікі деген екен. Жоқ, сенікі емес деді. Давай Құдайдан сұраймыз, ертеңге айқайлаймыз. Егер жердің астынан Құдай дыбыс беретін болса, жер соныкі депті. Жерді қазып тастағанда бай өзінің жанындай 10 жасар қызын алдап әкеліп жатқызып қойыпты. Ертең мен жер кімдікі деп айқайлаймын. Сол кезде сен жердің астынан Құдай болып сөйлейсің, байдікі деп үш рет айтасың. Болды қызым, сосын жер біздікі болады деді. Ана 12 жасар ма 13 жасар ма ақымақ қыз білмейді. Мақұл деп көнді дейді. Жерді қазып көмді дейді. Ертеңіне келді дейді. Сонымен бай мен кедей екеуі қатар тұрды дағы мына жер кімдікі деп үш рет айқайлады дейді. Жердің астынан қыз айтты дейді. Бұл жер байдікі, бұл жер байдікі, бұл жер байдікі деп. Кедей бейшара Құдайға өкпелеп сол жердің алып киіз үйін шығып көшіп кетіп қалды дейді. Бұндай әділетсіздік маған керегі жоқ деп. Содан кейін бәрі біткеннен кейін бай қуанып кетті дағы жердің астынан көміп тастаған қызын шығарып алып деп ашып қалса дейді, қызы суырға айналып кетті. Ол жаңағыдай әлі күнге дейін суыр соңынан кедейдің жерін тартып алуға қиянатқа көмектескені үшін аңшылар оны ұстап алған кезде ұялғаннан бүйтіп бетін басып тұрады екен дейді. Әкесін сағынғандықтан суыр кейде жердің бетіне шығып алыстан бүйтіп әкесін қарап іздеп тұратын содан қалыпты деген аңыз бар. Сол аңыз ана жағы 40 жыл бұрын Германиядағы пещерадан тауып алған немен әлі келе жатыр. Так. Енді дін туралы айтып жатыр. Будь трансцендентная просто далекой реальности, находящейся где-то там, которую, если и можно уловить, то лишь на мгновение, религия никогда не завоевывала множество человеческих умов и сердец. Яғни бұл адамдардың бәрі бұл жағдай тылсымдағы ғайыптағы бір құдіретті болмысқа қол созған кезде дейді, ол где-то там бір находящийся где-то там бір қол жетпейтін бір жерде бір нәрсе бар деп қана сенбейді дейді. Онымен дін шыға алмайды өйтетін болса дейді. Құр әшейін аңсай берумен дейді. Не завоевывал множество человеческих умов и сердец. Яғни дін деп аталатын ғылымның түрі осы күнге дейін жетпес еді, осы күнге дейін адамдардың миын, жан жүрегін жауламас еді дейді. Егер ғайыптағы болмыс қолға түспеген болса, құр әншейін қиял болып қала беретін болса дейді. Как раз таки адамдар ол болмыспен әсерлеседі, екеуі бірігіп кете алады. Құдай адамның болмысынан көрінесіздер. Хадисте өте жақсы білесіздер. Мен құлым осындай құлшылықпен нәпілдермен маған жақындайды, қай шекке дейін дейді. Мен сондай шекке дейін құлыммен біргемін, біріккен кезде мен сүйген құлымның көзі болып көремін, құлағы болып естимін, ауызы болып сөйлеймін деген хадисті миллион рет оқығансыздар. Білесіздер ғана. Одан бөлек Құранның ішіндегі мен құлдарыма күре тамырынан да жақынмын дейтін аятты және білесіздер. Сосын Құдайдың болмысы момынның жүрегінің екеуінің арасында айналып тұрады дегенде және білесіздер. Сондықтан сіздер дін деген нәрсені бір абстрактный, бір ғайыптағы, бір тылсым бір зат емес. Оның осы күнге дейін дін ғылымның институттар болып, иерархия болып қалыптасып, әлі күнге дейін пайғамбар болып, әулиелер болып тізбек болып жалғасып келетін негізгі себебі Құдайдың құдіреті адамның болмысында көрінсін деген әңгіме білесіздер ғой. Яғни Құдайдың құдіреті адамның болмысында көрініп, Құдайға ұқсайтын адамдар әулие Құдай емес, Құдайдан былай емес жағдайларға келіп, шынымен де сондай керемет көрсете алатын құдіретті киелі суды теріс ағызатын қазақтың әулиелері шыққаннан кейін барып адамдар қол көтереді. Все болды. Дін, хақ, ғылым. Себебі мына адам осы ғылыммен айналысып, көз алдымызда 20-25 жылдың ішінде осындай табиғатқа Құдай сияқты үстемдік қылатын кереметке қол жеткізіп ақ жаула көтереді. Просто біздің заманда адамдардың бәрі шамадан тыс қаңғыбас, шамадан тыс бос сөз, бос әңгіме, материализмге батып кеткен. Сондықтан уже бұл әңгіме қалды. Далее мы увидим почти все писания, которые мы будем рассматривать, настаивать, что люди должны открывать божественное и в самих себе. Адамдар должны открывать божественное өзінің ішінде, илахи бір күштің, құдіреттің бар екенін самих себе өзінің ішінен ашады. И в мире, әлемнің ішінде, в котором живут, өз өмір сүріп, өлмей тұрып көріну керек ол зат. Они утверждают, что каждый человек, әулие әмбелердің айтысынша, что каждый человек причастен абсолютному и, следовательно, неограниченному потенциалу дейді. Яғни біздің барлығымыз Құдайдың абсолюттік болмысымен байланыса аламыз. Және бізде сондай Құдайға тән неограниченный потенциал бар. Оны біз кеше осыдан 2 күн бұрын эфирде отырған кезде айттық. Адам атаны وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعَلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً жердің бетіне халифа жаратамын дейді. Сол кезде періштелер улап, шулап кетпей ме ана жерден?
қалу атажалу фие ма юсиду фие ва ясфику дима, елдің жердің бетін фитна фасадқа толтырып қан төгіс жасап адамзаттың қанын ішетін адам не үшін жаратайын деп жатсың сен? қала инна ла я'ламу қала инна ла та'ламу ма ла инна а'ламу ма ла та'ламун, мен білем сендердің білмейтіндеріңді деп келетін жер. Сөйттағына адамға жаңағыда я адамы амби умби асмайхим, мыналарға айтып жүрші мынаның есімдерін. Фаламма амбахум би асмайхим, бәрі бытырлап бәрі құлап, анау құдай бәрін адамның ішіндегі потенциал үшін шығарылған кезде періштелердің бәрі жапырылып құлап қалды дейтін бар емес пе? Соны неограниченный потенциал бар екенін сол Құранда сол жерде көрсетеді ана жерден. Оны біз қиссамен миллион рет айтқанбыз, сол сіздің қиссасыл әмбияңызда тұр. Мы еще увидим пророки, мистики и провидцы, искавшие подобных переживаний, настаивали, что в них отражается непостижимая реальность. В них отражается адамның непостижимая реальность. Қол жетпес шындық адамның болмысында көрінеді. Лежащие за гранью всех наших представлений. Оның бәрі біздің бес сезім мүшеміздің тысында жатыр. Однако, не воспитывая в себе холистическое правополушарное восприятие, дейді, пока сен дейді, мынау миыңның оң жағын толтырмайсынша, холистическое, whole'дан шығып тұр ғой, whole, тұтас ағылшынша. Бәрін тұтас қарай алатын сезімдеріңді, танымдарыңды не воспитывая в себе, мы бы вовсе не могли воспринять трансцендентное или даже его помыслить дейді. Сен оң жақ миыңды осындай қиссалармен тәрбиелемейінше, осындай қисса аңыздармен оны баптамайынша, даже саған не светит дейді. Не могли воспринять трансцендентное, яғни ғайыптағы, ақиқаттағы, шындықтарды, хикметтерді ала алмайсың, даже его помыслить, даже ол тақырыпты ортаға алып келіп ойланатын да сенің күшің жоқ. Сіздер бүйтіңіздер, егер бұл әңгіме өтірік десеңіздер, ауызашарға барыңыздар да, сол жерде жаңа критический мышлениясы страшнанып кеткендердің ортасына түс, сөйттіғын соларға кішкентей тастап көрші. Солар осы сен айтып отырған қиссаның трансцендентный әңгімелердің жаңағыдай хикметін, ғайыпты хикметін жаңағыдай ойланып, соны дастарханның басына шынымен сол не екен деп айтуға күші жете ме екен. Бәрі ана сол жақ миларына салмақ түсіп кетеді, қызып қайнап кеткен кезде, Құдай үшін құртшы ана кітаптарыңды, айтпашы сол қисса деген бәлеңді. Қайдағы жоқ бір фантастика ма, бірдеңе адам, кім көріпті соны? Нормально айтшы, Илон Масктан, Стив Джобстан, iPhone, X, 5X, 9, солар. Нормально барды. Ой. Итак, человек Лев выражает еще заложенную глубоко в человеке жажду преображения дейді. Бұл 40 мың жыл бұрынғы жасалынған арыстан бас статуяға қарап нені түсінуге болады? Заложено глубоко в человеке дейді, адамның болмысының ішінде дейді, жажду преображения дейді. Яғни адамның ішінде сондай арман бар. Не ол преображение? Түлеу, басқа бір болмысқа айналу. Бұдан да құдіретті бола түссем деген. Люди не просто ищут трансцендентных переживаний. Адамдар тек қана әншейін ғайыптық сезімдерді іздемейді. Скорее они стремятся познать трансцендентно и каким-то образом стать с ним единым целым дейді. Адамдардың ғайыпқа, тылсымға ұмтылуы дейді. Каким-то образом стать с ним единым целым. Яғни болмыстың бірлігіне, яғни сол ғайыпта тұрған Құдайдың нұры дейсің ба, мейірім махаббаты дейсің ба, рахымы дейсің ба, соған қарай сіңіп кетуге тырысады. Бүкіл күшін соғады. Им не нужно далекое божество, они стремятся к преображенному человечеству. Олар бір өмірі қол жетпейтін бір нәрсе емес. Шынымен де уже өзінің қазіргі мына ит тіршілігінен адам жалығып кеткеннен кейін стремятся к преображенному человечеству, яғни рухани жаңғырған, рухани түлеген, рухани жаңарған адам болдар ма дейді. Шынымен де бұл бір заманда Қазақстанды қысып, 18-19 жылы Қазақстанда Астанада отырған бір есі-дұрыс чиновник Қазақстанның халқы азып, тозып, құрып баратқаннан кейін рухани жаңғыру, көрдің бе міне? Преображенный человечество, яғни уже рухани жаңғырған адамды, уже Қазақстан қоғамы рухани түлеген, рухани жаңғырған адамдарға мұқтаж болып қалды. Сөйтейік, рухани жаңғырайық деп.
сол идеяны ана алжыған шалдың аузына салып айтқызған адамның басы дейді негізінде. Уже болды, уже адамда рухани түлемесе, рухани жаңғырмаса, Қазақстанда өмір сүрудің ешқандай мәні жоқ, тыныш шаруасы. Бірақ не істейсің енді? Ол рухани жаңғыруды жүзеге асыру үшін мына ғайыптың тілін білетін адамдарды ғайыппен байлай алатын және оны сауатты түрде жүзеге асыра алатын оның маманы керек. Жоқ қой маман, қаяқтан аласың? Сосын ол проект құлады. Егер мамандар болғанда ол жақсы нәрсе еді, ары қарай әкете беруге болушы еді. Что это важная тема Писания. Люди хотят вырваться из пут страдания и смерти и ищут способы этого достичь. Адамдардың бәрі өмірде уже страдание, қасірет, штраф, не тағы да Қазақстан жайлап кеткен, қымбатшылық, смерти, кешегідей көңілсіз оқиғалар, шерзаттың оқиғалары, соның бәрінен вырваться из пут страдания, осының бәрінен шығып кетуге тырысады. Ищут способы этого достичь. И сөйтіп, осының тұсында ар жағында тұрған мәңгілік бар болып тұрған болмыстың бар ішіне кіріп бір тыныштық тапқысы келеді. Енді момент истины келді. Енді тыңдаңыздар. Өзімізге тікелей қатысты жеріне келді енді. Нынешний человек дейді. Қара, мынаны айтып келді да. Нынешний человекке енді сізбен бізге келдік. Нынешний человек не столь амбициозен дейді. Бірақ өкінішке орай қазіргі адамдар уже болмыстың бірлігіне кіріп кетсем, Құдайдың нұрына сіңіп кетсем деген амбиция жоқ, уже бітті дейді. Мы просто хотим похудеть. Қайталап оқимын. Мы просто хотим похудеть. Укрепить здоровье. Стать моложе и красивее, чем мы есть. Міне. Әу баста оң жақ мидың жұмысы не еді дейді. Әбден қайғы қасіретке, әртүрлі қиындыққа, әртүрлі мәнсіздікке талбаса, бос ақы-құқығының бәріне оратылып, шырматылып қалып, содан көкірегі қаңырап, ғайыпта жатқан болмыстың бірлігіне ұмтылып, уәжибіл уджудқа, оның нұрына жетіп, сөйтіп сіңіп кетсем деп армандайтын еді. Енді не болды мен мына дейді. Мы просто хотим похудеть дейді. Осыдан нәрсе. Қазір азайып қалды что-то. Осыдан 3 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын Инстаграмда қыздар арықтайын марафонға қатысамыз деп жеңгенің үйіне барсаң, ол да таразыға тартылып жатыр. Анаяққа келсең, ана жеңгең курстасының үйіне барып қалсаң, ол да бірдеңе деп шөпші адамдар жеп таразыға тартылып, оны суретке түсіріп, WhatsApp-қа жіберіп, қыздар өткен марафонда менің неме қатысқан қыздар 2 аптаның ішінде 20 килограмм салмақ тастаған, результатын қазір көрсетем сендерге жіберем дейді да, бір суреттер жібереді, бір қарны салбыраған қатындарды. Аллана деп оған сеніп жатыр, онда ойбай мынаны жаңағыдай пәлен килограмм сасапты деп. Қара, қандай обидно. Адамның бойында қаншама күш қуат, соның бәрі, сол бейшаралар енді арықтаймыз деп енді 2 аптама жаңа сол марафонға қатысты, ол қатысып арықтап, сонымен ақырында красавица болып кетсе мақұл. Ол 2 апта қатысып, ақша төлеп арықтайды, кейбіреулер 18 килограммға дейін тастайды. 1 аптадан кейін ба қайып домаланып алды солардың бәрі. Мынандай шарик болып. Ол қыз келіншектерді арықтатып отырушы, ол мәңгі бақи марафонға қатыстыру керек, ол күн таразға тартылып отыру керек ол. Так, мы просто хотим похудеть, дейді. Укрепить здоровье, дейді. Укрепить здоровье. Витамин ішкіштерден бәле қалдық енді. Шайдан ұрттап жіберіңіз дейді, ана алтынайға ауыр тиіп кетті дейді. Бейбі, шай әкел. Қызып қойып жатырмын жерде. Мияқта сенің туысқандарын сабап жатырмын. Одан бір витаминдер әлем басталды. Мына витамин көрме? 1 апта ішесің. Шашың қап-қара болып кетеді. Сосын D3 деген ба тағы витамин шықты қыздар. Мына алдыңғыларында емес бұл. Мына көздің айналасында морщинкалар бар ғой,
сразу жоқ болып жүреді. Сразу. Укрепить здоровье дейді. Ойбай. Укрепить здоровьенің көкесін айтайын ба? Оқығаны да, оқымағаны да, түсінетін де, түсінбейтін де, бәрі бір сөз жаттап алды осы, соңғы бір 10 жылда. Шлак деген. Андай не шықты ше, смесь па бірдеңе. Қызарынан да азанда бір қасық, түсте бір қасық, кешке бір қасық тамақ ішердің алдына шығарың ішесінде, іштегі шлактың бәрін айдап жібереді. Да, вообще. Мен өзім, қыздар енді өтірік айтпай ақ қой, түн жамылып отырып қой да, осыны сместі өзім ішіп жүргенмен біраз күн болды ше, шлактың бәрі кеткен кез, жеме қалай қарап отырасың. Сол топас, сол баяғы топас, сол баяғы бос әңгіме, сол баяғы бос әңгіме. Сүйч. Қант қостың ба? Осы сен витамин ішесің ба? Ішпеймін деп айт, жатпадым көп бат. Вообще ішпеймін дейді. Так, стать моложе, дейді, и красивее, чем мы есть, дейді. Айбай. Жаман айтты ғой. Мы чувствуем, что под покровом нашего прискорбного, несовершенного «я» прячется иной, дейді. Жүрегімізбен, дейді, сезіп тұрамыз, дейді. Под покровом нашего прискорбного, несовершенного «я», дейді. Мына далбасалап, витамин ішіп жүрген, болмаса салмақ тастап жүрген, болмаса шлак шығарып жүрген далбаса меніңнің астында прячется иной, дейді. Тағы бір лучший вариант себя, дейді. Сенің мынандай илахи бір шынайы құдай қалаған болмысыңның жасырын жатырған сезесің ғой. Нам хочется быть добрее, храбрее, остроумнее, харизматичнее, дейді. Негізі біз бұдан да қайырымды, бұдан да батыл, бұдан да остроумный, ақылды, харизматичный вариантымыздың жатқанын білеміз, дейді. Бірақ қайтесің енді, дейді. Сол өзіміздің лучший вариантымызға бір қадам жасай алмадық қой, дейді. Енді потенциализм деп атайды бұны. Енді қазір егер сіз логотерапияны оқысаңыздар, соның ішінде потенциализм деген бөлім бар, соның ішінде бұны талқандайды, әкесін танытады. Яғни потенциализм деген не деген кезде ішіңдегі потенцияның бәрін, ішіңдегі қарым қабілеттің бәрін бас көжіп бытырлатып жарып, көрінген жарысқа қатыса берме, дейді. Өзіңнің ғайыпта тұрған лучший вариантыңнан сәйкесетін, соны аша түсетін мүмкіндіктерді ғана жүзеге асырсаң, сол кезде ғана сен гүлдейсің, дейді. Мен оны оқып аласыздар, көп ұзақ уақыт еді. Енді, дейді, американский ученый Фредерик Стрэнга дает такое рабочее определение религии. Религия – это путь к сущностному преображению, дейді. Ішкі өзектен өзгеру ғой мынау уже. Под сущностным преображением я имею в виду переход от пленности заботами и бедами нашего обычного существования, грехом, невежеством, дейді. Яғни біз қайта түлеп, қайта жаңғырған кезде нені айтып тұрмыз, дейді. Бүкіл мына басымызға бәле болып жарысқан өзіміздің қараңғылығымыз, күнәһарлығымыз, иттігіміз, ақмақтығымыз, надандығымыз, көрсе ызарлығымыз, соның бәрін сыпырып тастап өзгергіміз келеді. Позволяющий преодолевать эти беды, осы болмысымызға жабысқан бәле-батардың бәрін жеңіп, бәрін таптап, на глубочайшем уровне, өте бір терең деңгейде осыны игерсек, способность жить таким образом открывает человеку глубочайшую, наиболее аутентичную предельную реальность. Тек осындай рухани реформа жасаған кезде ғана өзіңнің предельный болмысыңның шырқау шегіне, нағыз аутентичный, Құдай қалаған өзіңнің шынайы бейнеңмен қауышуға болады. Мифы, ритуалы, священные тексты, мифтер, аңыздар, ритуалдар, әдет-ғұрыптар, священные тексты, киелі мәтіндер, біздіңше Құран, дивани хикмет мысалға. Этические практики религии, діндегі ақлақ мәселесі, болмаса зікір,
вместе, осы миф, ритуал, священный текст, жаңағы религиозный практикалар вместе бәрі бірігіп составляют план действий. Бұлар бір рухани бір әрекеттің жоспарын құрады, согласно которому люди выходят за грани обыденности и соединяются с истинной и предельной реальностью, способны спасти их от разрушительных сил повседневного существования дейді. Осы миф, ритуал, киелі мәтін Құран, зікір бәрі бірігіп план құрған кезде не істейді? Люди выходят за грани обыденности. Күнделікті ит тіршілікке байланып, күйбең тіршіліктен құр осы кеміріліп атқан ит, ұрыс керіс, дау жанжал, өсек, сен туралы, мен туралы не дедің, ана пәленше мен туралы бүй депті, ол на бүй дейді, ол үйтіп айтатын жөні жоқ, ол аузын жауып жүрсін деген әңгімелердің до того шаршап кетеміз, соның бәрін бұзып жарып шығып и соединяются с истинной шындықпен и предельной реальностью, шырқау шегіндегі тұрған нағыз болмыспен, ақиқатпен бетпе-бет келу, способны спасти их от разрушительных сил повседневного существования. Күнделікті біздің өмірімізді, болмысымызды кеміріп, қиратып, бұзып, құлатып, таптап кетіп бара жатқан мына дүлей күшіктен бізді аман құтқарып қалатын нәрсе бұл дейді. Живя в присутствии предельно реального и истинного, люди обнаружили, что это не только помогает им выдерживать сокрушительные удары жизни дейді. Так, яғни предельно реальності присутствиесі деген Құдайдың болмысының сенің өміріңе араласуы, Құдайдың болмысының сенің болмысыңмен әсерлесуі. Егер сондай присутствие болатын болса, люди обнаружили, что это не только помогает им выдерживать сокрушительные удары жизни. Уже соны сезген адамдар нені көреді дейді. Оказывается, бұл заттар сокрушительный удар на жизнь, тағдырдың аяусыз соққыларға ұрған кезінде выдерживает, соған төтеп береді, өліп кетпейді, өзіне қол салмайды. Но и наполняет саму жизнь новой глубиной и целью дейді. Не то, что он төтеп берген былай тұрсын дейді. Содан тірі шыққаннан кейін дейді, олардың өмірлерін өте тереңдікке, одан да ұлы мақсат мұраттарға тоқтырып жібереді адамның болмысын дейді. Бұны сіздер өте жақсы білесіздер. Осыдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын, 20 жыл бұрын қайтыс болған атаңыздың, әжеңіздің, әңгімеңіз, апаларыңыздың әңгімесін тыңдасаңыздар, өлі анау ашаршылықтың кезіндегі, соғыстың кезіндегі көрген қорлықтарын айтады ғой. Тыңдап отыр, біз таң қаламыз ғой. Қалай мыналар өліп қалмайды, қалай мына стрессті көтеріп тұр мыналар, қалай бұл да неге түсіп кетпейді депрессияға. Былай қарап тұрсаң, біздің 32-нің ашаршылығын, сосын 41 жылдың соғыстың азабын көрген, сонда 32-нің ашаршылығын көрген әкем 85-ге бөлді ма? Онда да инсульт алып қалып, былай ерте кетіп қалды, әйтпесе 100-ді ойланбай ұратын еді. Шешеміз 85-ге келіп қайтты, 41-ді көрген. Енді соғысқа барған жоқ, бірақ соғыстың кезіндегі ауыр күндерді бастан кешті мысалға. Былқ етпейді ғой, жарықтықтар, былқ етпейді. 10 баланы ойланбай асырайды. Енді сол тағдырдың, өмірдің ең ауыр соққысын көріп өткен әке шешемізден туған 10 баланың алды 65-ге ме, 66-ға ма енді келіп, жартысының денсаулығы жоқ қазір. Ішінде жаңағы күтініп жүрттегі менің өзім 51-ге келдім ба, қазірдің өзінде хронический 3-4 ауруым бар. Ал менің әкем 85-ге келді, бір жер ауырмайтын еді. Неге сол дейді? Бәсе неге? Перизат. Неге сол? Бағында бір не айтып отыр? Мына енді арғырап кітап кетеді бұл. О, қайда бұл? Құдай, 500-600 бет қалың тап. Мен сіздерге просто қызық болсын деп оразаның кезінде мынаны оқып отырмын. Так, мен бұл тұрсын жайына. Неге де ғой перизат? Неге бәсе? Мынандай кітап оқымайсыңдар. Енді бұдан құтылудың жолы болды. Ол ана кетті академический книга. Енді конфессиональный кітап аласың қолыңа. Нұрдың бастауы деп аталады. Ал жаңағы ғайыпта тұрған болмыстың нұрымен шарпысамыз, ғайыпта тұрған болмысқа қарай ұмтыламыз, соның жаңағыдай қойны қонышына, ішіне центріне қарай кіргіміз келеді. Мына дүниедегі жаңағыдай обыденный, күнделікті ит тіршіліктегі бізді шырмап, матап, сорып, бізді өлтіп баратқан өсек, өтірік, дүниеқоңыздық, мақтаншақтық, зинақорлық, пара, мара, штраф, бәрін сыпырып тастаудың жолы қайсы десе, мынандай текст оқымағаннан деп айтады. Сондықтан біз ой ойлаймыз, күніге мынаны оқысаңдаршы деп.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әу баста мекенсіз, мысалсыз, барлығымен бірлігіне ой жетпейтін ұлы Алла Бисмиллахир-рахманир-рахим деді. Ол сөз сол заматта бір тамшы нұрға айналды. Жарық нұр жарқырап шыққан бойда ұлы Аллаға құйқыл үстіп зікір айтып, қараңғы кеңістікке сәуле шаша бастады. Ұлы Алла ерекше махаббатпен ол нұрға Мұхаммед деп есім берді. Оның есімі Алланы өте көп ұлықтаушы деген мағынаны білдіретін. Осылайша ең бірінші Мұхаммедтің нұры пайда болды. Ол нұр Құдайдың құдіретімен тауыс құстың бейнесіне енді. Ұлы Алла: ей, менің аяулы нұрым, сен менің мейірім махаббатымнан жаралдың. Сондықтан да сен мәңгі бақи мейірім шафағаттың сөнбес жарығына айналасың деді. Осыдан соң нұрдың шұғыласынан ақылды жаратты да: ей ақыл, сен менің құлдарыма берген ең ұлы нығметім боласың. Менің шексіз жомарттығымның айқын дәлелі сенсің. Себебі құлдарым дүниенің жасырын сырларын сенің нұрыңмен таниды. Сенің себебіңнен мен әлемдерге рахым нұрын жіберем. Сенің тынысың рухани ілім болмақ. Көзіңе ұятты ұялаттым, тіліңе ақиқатты дарыттым, құлағыңа хикметті сіңірдім, жүрегіңе шапағатты қондырдым. Ерік қалауыңа рахымды қосақтадым, басыңа парасатты қойдым. Өзіңе сабырды серік еттім. Есіңде болсын, сабырсыз құлға сауақыл нәсіп болмайды деді. Сосын Мұхаммедтің нұрының бір ұшқынынан сабырды жаратты да ақылмен қауыштырды. Сабырда жарылған сәттен бастап ұлы Аллаға мақтау мен мадақ айтып, тілін кәлимаға келтірді. Ұлы Алла екеуіне махаббат назарын төгіп, диттағын ары қарай кететін ақтап енді. Міне, пожалуйста. Бәсе неге? Олар ондай болған, біз сондай емеспіз. Түкті қиындығы жоқ ма? Солар оқыған кітапты алда оқи бер, міне өстіп. Ары қарап бала шағаңмен отыр. Оқып отырып біздің бала шағамыз ештеңе істеп жоқ.